Ал, Наке, 30-дан асып барады екенсің. 30-дан асып барамыз. Қандай сезім? Қызық. Мен бағана басында айтып отыр едім, ана бұрында 30-дан асып барам деген ән бар еді ғой, тойларда қоятын. Кішкентай кезде әрқашан ойлайтын бір не серьезный бір ән деп ше, анда бір 30-дан асып, еще андай бір билейтін ән ғой. еще андай бір дауысы ана білмеймін кім айтқан өлең, бірақ дауысы да андай бір қызық еді ғой. Тойский стилде жазылған ғой, сондай бір 80-ші жылдарға бір ән сияқты. Қуанып жүрген сияқты. Еще андай бар ғой. Несі ана музыкасынан сондай вайб да. Ямахамен. Кейін барып текстін оқисың ғой. Мен анау кәдімгідей серьезный ән. Мұңды ән ғой негізі. Мұңды ән ғой. Кәдімгідей өзінің 30 жасқа келіп бір тұжырымдар белгілі жасап. Иә, Мұқағалидың өзінің біраз ойға кетіп жазған өлең екен да негізі ойлап қалсаң. Кейін еще бақыт деген бір әні бар еді. Бақыт деген сенің бала күнде. Иә, былай қарасаң тексті өте бір терең да, бірақ ән өте сондай бір жеңіл да. Бақыт деген сондай бір андай қызық та, былай қарасаң. Сол жалпы айтқанда 30-ға келген қызық екен. Бұрында 18-де болғанда 30 деген бір алыс болып көрінетін еді ғой. Біз кеше бір осы жайлы нормально бұл неге 30 деген тақырыптан бастадық. Мәке екеуміз 30-дан асқанымызға 3 жыл болып қалды. Нәкең енді толып жатыр, Шыраз енді толады, бір 5-6 жылдан кейін ба, бұл өте қызық тақырып. Кеше біз Нәрікпенмен бір осы жайлы сөйлестік та, сөйтсек 30 жастағы кризисі деген түсінік бар ғой. 30 жасқа келгенде кризисқа ұшырайды да адам. Бірінші естіп тұрмын, 40 жаста кризис деген білемін. 30 мен 40 қазір Нәкең осы туралы айтып берші. 30-дағы кризис қандай болады? Психологпен сөйлестің. Мен оны бұйырса осы подкаст шыққанға шығып қала шығар. Ол кезде біз Рахима Жолтан деген кісі бар. Ол мықты бір психолог маман. Сонымен сол кісіден білдім негізі ол туралы. Енді орысша айтпақшы, кризис 30-летних деген сөз бар. Енді 30 жастағылардың кризисі деген сөз бар екен да. Ол енді қазбалап келсек, ол мынадан басталады. 30 жаста, ол 30 жас ол бағына біріншіден физикалық 30 жас емес, негізі айтылып отқан. Ол менталдық тұрғыдағы жасты. Яғни бір адам там 40-та болып 30 жастағы кризисте болмауы да мүмкін ешқашан. Бір адам керісінше 25-те болып 30 жастағы кризиске кетіп қалуы мүмкін дегендей. Жағдайға байланысты. Мысалы, бір адам соғыстан келді, ол уже кризисте жүрді, соғыстан кейін деген сияқты ғой. Ал бұл жалпы 30 жастағы кризистің болуы өте маңызды екен негізі. Ол кісімен енді сұхбаттасып отырып соған келдік та, яғни бұл болу керек және болмауы оның бір түрлі негізі. Яғни сен жетілмеген деген сөз да оған. Ол яғни бір адамдар жетпей қалады, бір адамдар ол жасқа кіріп, ол кризиске кіріп шықпай қалады, бір адамдар шығып сәтті өтіп кетеді дейді да. Сондықтан мен оның кішкене уже кризистің ана иісі келіп отыр да маған кішкене уже. Симптомдарын айтып жіберсінші бізге. Менің бір мысалым бар, бірақ 6 жас туралы бар ғой, 6 жас. 6 жас туралы. Мынандай мәселе. Эрик аты толық есіме түспей жатыр. Бір транзактный анализ деген бір психологияның бір бөлімі бар да, соның бір негізінің қалаушылардың бір мынандай сөз бар екен да. Маған 6 жасар баланы беріңіздер, мен оның бүкіл өмірлік сценарийін айтып бере аламын деп айтқан сөз бар екен. Соны біз ашуға тырыстық та, сол кезде мынандай сөзді айтты да, негізі 6 жасқа дейін адам өзінің бір 80-90% өмірлік ұстанымдарын бекітіп қояды екен негізінде. 6 жасында. Яғни біз ойлаймыз ғой, бір 10 жаста, 15 жаста университетте жоқ дейді, 6 жаста дейді. Именно 6 жаста, себебі бір өзінің бір периодтар бар дейді баланың дамуында. Именно сол периодтар өте маңызды, мысалы бар ғой. После 3 поздно деген бір сөз, бір кітап бар еді ғой, мысалы ол да сол туралы. Иә, жапондардың жазған. Онда мағынасы сол дейді. Яғни мысалы, мен қателеспесем мынандай болатын, мысалы алғашқы 6 ай бала бұл әлемге жалпы сенуге бола ма, болмай ма деген шешім қабылдайды екен. Тағы шешімдердің бірі мысалы, мен мен ана ол бөлек субстанция деп түсіндірген. Яғни өйткені сепарация дейді. Сепарация болып жетті кішкене. Ол тіпті осы 6 айдың ішінде. 6 айдан 1,5 жасқа дейін тағы бір период, там 1,5 жастан тағы бір 3-ке дейін бір период, сондай бір. В общем, 6 жаста бітеді екен да соның бәрі. 6 жаста сен уже
дайын адамсың негізі. Мен енді осы бір кризис туралы айтып кетейін да. 6 жас. Мен өзімнің 6 жасымда қазір ойласам, ең алғаш боқтаған кезім 6 жас болды да. Өмір бойы боқтап. Мені ата-анам сол қазір ойлап отырмын да. Менің ұстанымдар шынымен де 6 жасқа дейін қалыптасқан сияқты. Ата-анам кәдімгідей қорғаштап өте таза ұстайтын да. Мен бір 6 жасыма дейінгі бір уақытымды еске алсам, бір тазалықтың бір несі келеді. Вайбы келеді да. Өйткені киім күніге, мысалы күніге үтіктейді, күніге жаңа майка, жаңа іш киім, жаңа футболка. Анам өте сондай кірпияз кісі болды да. Күні таза. Менде сол жастар бір тазалықпен ассоциация. Өте таза, өте жинақы жүру деген нәрселер. Сосын есімде біз жатақханада тұрдық та. Жатақханада балалармен футбол ойнайсың, боқтайды да. Мен сол кезде ана балалармен ойнау арқылы боқтап бір баламен енді Гуляндадан кітап ұрлап сондай нәрселер істегенбіз де енді. Сол кезде кітап саласына жұмыс жасайды. Сол кезде мен анда шешім қабылдадық. енді күнә дегенді білмейсің ғой кезде, бірақ анау бір қара дақ түскен сияқты сезім болды да. Бір 6 жастан кейін болған әңгімелер. Сосын Нәрікби бағана 30 жас кризис деп отыр ғой, қазір Мәкеңде жауабы бар шығар осыған қатысты. Мен есімде қателеспесем 30 жасқа толайын деп жатқан кез 29 жасым. Нәрікби келген Алматыға кезде, сөйтіп біз Рамазан айы болу керек. Сол ауызашардан кейін бір жерде Баханди бургер жеп отырмыз да. Сөйтіп Нәрікби не айтты да, Галып туралы айтты да, Галып тест туралы. Галып хит болып жатқан кездер ғой, 2021 жылдар. Мен ол кезде IT саласында жұмыс істеймін. Сөйтіп Нәрікбидің жарайды, Галып тапсыру керек шығар деп жүрмін ғой енді. Мен итермелеген нәрсе мынандай болды да, бір іште дискомфорт бар. 30-ға келе жатырмын, бірақ андай сезім. 30 мен 40-тың арасы мен үшін бір финишная прямая дейді ғой. Бірақ мен өзімнің рельсінде жүрмегенімді сезіп тұрмын. Сөйтіп Галып тапсырдым. Галып деген енді ол сол кездегі күйіңді көрсетіп береді ғой. Сосын бірінші орын Лернер тұрды енді. Лернер деген енді үйренуге бейім адам. Басқа да таланттар тұр енді. Сөйтіп Нәрікбиге көрсетіп түсінбеймін ғой кезде Галып не екен. Нәрікби маған бүйтіп айтты да, сіз пожизненный ученик екенсіз ғой дейді да. Маған ол не болды? Ауыр дейді да, бір оскорблемент дейді ғой. Оскорблемент деген сөз бар ғой. Оскорблемент болып естілді да. Өзімнің андай бір жаман сезініп қалдым да өзімді. Өйткені бір оқи береді, мынау деген сияқты бір пікірлер бар ғой бізде. Оқу өтіп кеткен деген сияқты. Оқу өтіп кеткен, кітап оқи береді. Білмеймін қайдан келген ол сөздің бір. Сөйтіп мен Галып тапсырдым, оны мен зерттедім, оқыдым. Сөйтіп шешім қабылдадым енді. Бірақ оған дейін есімде мен андай іштей дискомфорттар болды. Мен қазір жастар түсінемін, айтады да, мен өзім таппай жүрмін деген осы тема шығар. Өзім таппай жүрмін, өзімді жаман не істеймін, сезінемін, мынау менің салам емес, менің ісім емес деген нәрсені түсінемін да енді оларды. Мен өйткені мен айтамын, депрессияға түсу дегенді білмеймін деп айтамын. Бірақ мен есімде ондай соған ұқсас күйлер болған. 27, 28, 29 сөйтіп асқынып келді да. Сөйтіп мынау Галып ғылыми түрде айтты, дәке, сен қысқасы осындай үйренуге бейімсің, сен осы салаға кетуің керексің деген сияқты. Сосын Құдай қалап кітап алға келіп, кітап алды достарым болды. Ағартушылық саладағы бизнес қой, кәсіп қой. Сосын сол салада құшақ жайып қарсы алып, мен былайша айтқанда жолым болды десем де болады. Өзімнің рельсіме түстім. Мынау кризистің, мысалы қазір 3 жылға кетіп бара жатыр, бір еркін демаласың, еркін тыныстайсың, сондай бір еркін күйді. Бірақ мен бағана 6 жаспен былай байланыстыруым мүмкін. Мысалы, сен бір нәрсе істеген, бізде былай ғой, қазақта тәрбие мынандай ғой, мысалы, жыласаң жылама дейді. Жыласаң жылама дейді. Немесе айғайлағың келіп тұрса айғайлама дейді. Немесе қысқасы бір нәрсе ұнайды да, бірақ саған оны алма дейді. Басу керек. Көп күлген бір жылайды дейді. Сол кезде 6 жасқа дейінгі баланың психологиясына мынандай нәрсе қалыптасады ғой. Мен бір нәрсе істесем, демек менің шешімім дұрыс емес деген сияқты. Не істесем де менікі дұрыс емес деген бір бағдарлама тұрады. Сол үшін мынандай сценарийлар болып қалуы мүмкін да. Ол мысалы үйленейін дейді, мен мынау қызға біліп тұр, ұнап тұр бәрі. Бірақ сосын ойлайды да, мен шешімім, мен не таңдасам да менікі дұрыс емес деген ой қалады ғой. Кішкентай кезде бір не қалып қалған программа. Сен не таңдасаң да сенікі қате.
жылайын десең жылама дейді, күлейін десең күлме дейді. Сөйтіп анау программамен ойлашы, анау адам өмір бойы шешім қабылдай алмай жүреді да. Мысалы оған бір сала ұнап тұр, мұғалімдік ұнап тұр, бірақ ол алады да күмәнданады, ол менікі емес шығар, анау мынау деген. Бірақ ол негізі біліп тұр өзіне не ұнайтынын деген сияқты. Сондай бір бағдарламалар қалып қалған болу керек менде. Өйткені қатал тәрбие болған соң бір нәрсе істесең болмайды дейді, бір нәрсе қаласаң ол дұрыс емес дейді. Анау мынау сөйтіп 30 жасқа дейін ол асқынған ғой. Мен қазір түсініп отырмын. 30 жас пик қой, короче. Пик, иә, сол асқынып анау шарықтау шегіне жеткенде, егер де мен бәлкім өз-өзімді алдап, өз-өзімді тыңдамай жүре бергенде, бәлкім білмеймін не болатынын, психологтар жақсы айтады. Сол үшін бір жолым болған сияқты. Депрессия ол соған кіреді негізі. Невроз дейді ғой. Психологтар айтады көбінесе сол орташа жас 30 дейді да, келетін адамдар. Именно сол уақытта келеді көбінесе. Сол мен бір жағынан ойлайтыным жолым болған сияқты да. Мысалы ол кризиске басқа адам түспеуі мүмкін. Мысалы Мәкені тыңдап көрейік. Сондай соған ұқсас күйлер болды ма? Өйткені мысалы Мәкенің мынандай тәрбие алуы мүмкін да ол. Не істесең де балам сенің шешімің қолдаймын деген тәрбиеде өссе, оған бәлкім ол мен сияқты бір күйге түспейтін еді. Көрдіңіз ба? Бар ма осыған қатысты айтарыңыз? Сізден айтқаныңызға қарап түйгенім, адам өзін жоғалтпайды емес, таппайды емес, өзін танымайды ғой. Сіз өзіңіз таныдыңызда бірден өзгеріс алдыңыз ғой ше. Енді әртүрлі мамандықта істеп көргенмін, ол уақытта бірақ андай ойлар болатын. Мынау менікі емес деген ше. Кейін бар осы жазуға, кітап алуға ауысқалы бері менде жаңадан бір энергия пайда болды да. Түнгі 12-де отырып жаңағы Инстаграмды ашып жауап беріп бір пост салып жүру деген секілді, ол мені кәдімгі ұйықтатпайтын нәрсе пайда болды. Ол жолға түскеннен бастап менде бір жаңадан тыныс ашылған сияқты болды. Ол кезде уже мен 29-30-дардың кезіндемін ғой негізі. Ана қазақтың сөзі бар ғой, 30-ында орда бұзбаған 40-ында қамал алмайды деген. Демек қазақтың да негізі салт дәстүрінде 30 деген бір ерекше бір киелі ұғым жас болып тұр ғой негізі, бір өмірдің бір белесі болып тұр да. Демек 30-ыңда бір ерлік істеуің керек. Сол кезде халық сені мойындай бастайды деген секілді. 30-да орда бұзу деген 30 жастың кризисі деген сөзді тәпсірлеуге болды шығар. Олар да енді просто айта салмайды ғой, неге 25 жасында орда бұзбаған деп айтпағанда, мысалы именно 30 деп алғанда көп қолбасшыларында өзін көрсететін шағы, мысалы анау Дарабоз деген кітап тұр, Қабдеш Мәділовтің. Сол жерде Қабанбайдың енді бала кезден өзінің ерліктер айтып келеді, бірақ 30-ында уже қолбасшы болады негізі. Мысалы Найман жұртын бастайды да, мына жақтан Қытай жаққа немесе жоңғарға қарсы үлкен жорықтарды бастайды. Сол кезде елге таныла бастайды. Уже Ерасыл кейін аты Қабанбай өзгереді. Ары қарай уже Дарабоз деп Абылай оған ат қояды да. Кім дара шапқан Дарабозы деп. Демек біздің 30-дың өте бір маңызды мәні бар. Менде қазір мысалы менде де жаңа learner, жаңағы жоғарыда ғой, интеллект деген секілді. Жауапкершілік өте жоғарыда. Кітап жаза бастағаннан бастап оның бір қанағаттану сезім болды да. Кейін уже 7-8 кітап жазғаннан кейін қайтадан басыла бастады. Қазір ойланып жүрмін, мүмкін мен тағы басқа бір бағытқа қарай ауысуым керек шығар деген секілді. Яғни өзімдегі бардың бір бөлігін бердім. Енді басқа бір миссия табу керек деген сияқты. Өйткені 30 жасқа дейінгі бір сезімдер қайта орала бастады да, аз-аздап ше мысалы. Сондай маған 30 андай қазір былай көрініп тұр, бір дипломдық жұмыс сияқты көрініп тұр өзіме. Бір инвестордың алдында стартап қолдайсың ғой, алғаш нәтижесін көрсететін. Мені қолымнан мынау келеді, негізі істей аламын деген сияқты бір өнім беретін, бір нәтиже беретін жас сияқты көрінеді. Ол енді 30 деген былай жемен, бірақ өзімнің ойымда бір 27-28 жас деген әрдайым сол 27-28-ге дейін бір жақсы нәтиже көрсету керек деген ой тұрады да менде. Шынымен қолыңнан не келеді бұл өмірде, қандай деңгейде сен шаба аласың, қандай деңгейде бір іс атқара аласың дегенді сол 30-ның шамасында көрсетілетін сияқты. И неге кризис сол уақытта болады деген былай қарасам, адам кішкене тынышталатын жас 30 ғой. Уже класстастармен араласуды қоясың, кішкене үйленесің, үйде жатасың, тым болмаса ойлануға уақыт болады кейде. Бірақ мысалы үйлену демекші, кеше сол психолог апайымыз, мынау Нәрікбек лайфтан көрсеңіздер болады, Рахима Қуандықова деген апайымыздың подкаст шығады, өте бір танымдық. Мен әлі көрген жоқ подкаст, бірақ Нәрікбек екеуміз сол подкастта сөйлестік. Қызық кетті. Иә, мысалы мынандай да, мен қазір 30 жасар достарымды, 30-дан асқан достарымды, таныстарымды еске алып отырмын да, отбасылық проблемалар содан болады ғой. Бағанадай түсінбейді да бір-бірін. Мысалы невроздары басталады екеуінің де. Екеуі де 30-дан асқан болуы мүмкін. Сөйтіп сол психолог апайымыз айтады ғой, көбі 30 жастан кейін келе бастайды деп психологтарға. Иә, бағанағы 6 жасқа қайта оралайыншы. Мысалы неге 6 жастың маңыздылығы бұл жерде, 6 жас пен 30 жастың маңыздылығы мынау дейді да. 6 жаста сен шешімдер қабылдап қойдың ғой дейді да, белгілі бір тұжырымдар. Бірақ сенің миың әлі жетілмеген дейді да, негізінен 6 жаста.
сен миың кейінірек жетіледі 25-ке дейін бекиді дейді ғой мына жер. иә яғни сен 25-ке дейін миың бағанағы нелер дамиды, бірақ сен шешімдерді 6 жаста қабылдап қойдың дейді. Ну көбіне сен қате заттар қабылдап қойған мүмкінсің сол уақытта дейді. Және соның қате екенін сен 30 жаста түсінесің дейді негізі. Мына кім айтады ғой, Марлон ағам бір анықтамасы бар ғой, кризис деген не дегенде сенің ұстанымдарың мен шын өмірдің бір-біріне сәйкес келмеуі дейді. Несоответствие твоей картины мира с реальностью дейді да. Сонда анау 6 жаста бір картина мира қалыптасып қалады ғой. Иә, мысалы, сосын бірақ өмір басқаша болып жатады да. Яғни сен бір белгілі бір дұрыс емес қағидаларды алып алып, сен қағиданың дұрыс емес екенін сол кезде түсінесің. Және өте қиын дейді негізі психолог ретінде жұмыс істеу дейді, именно сол адамдармен. Өйткені анау уже сен кәдімгі рельстар уже салынып қойған дейді да, сен рельстарды ауыстыр деп отырсың дейді оған. Сонда психотерапевт деген оның жұмысы сенімен сөйлесу арқылы сенің миыңа кіріп 6 жасар кезіңе барып, ана орманның ішімен қазбалап, ана 6 жастағы қате ұстанымды рельсті майыстырып мына жаққа бұру ғой. Сол жұмыс қой, хирургический жұмыс қой кәдімгі. Хирургиялық жұмыс. Негізі көп адам қашадасын бұл жерде айта кету керек, психотерапевт пен психологтың айырмашылығы бар бұл жерде. Психолог деген мынандай кісі, ол келеді да, мысалы даке келдіңіз да, мысалы айтасыз, менде осындай проблема бар, мысалы бір кісі келеді, менде қарыз бар дейді да, мысалы қарыз ала беремін, қарызға кіріп кете беремін дейді да, мысалы ол психолог адам бүйтеді дейді, ол келеді да, сенің дәл қазіргі проблемаңды шешеді дейді, қазіргі бар инструменттермен, салдармен күреседі. иә, салдармен күреседі. Яғни айтады, давай, так мына кісіге, әр кісіге қанша ақша қарызсың, қандай не бар, қай жақтан ақша табуға болады, неге ұялып тұрсың одан, неге қашып жүрсің деп, неге давай сен оған заңда түсіндір. Яғни дәл қазіргі ситуацияны шешуге тырысады да. Енді пожар сияқты ғой, пожар ма, ол пожар сөндіреді, өрт сөндіріп отыр да кәдімгідей. Бірақ ол анау пожардың бағана өрттің шыққан жерін зерттемейді. газ әлі қосылып тұр дейсің. Газ әлі қосылып тұр, бірақ ол бағана өртті сөндіріп отыр да. Терапевт дейді, ол келеді да айтады, сен бірінші рет қарызды қашан алдың дейді. Сондай сұрақ қойды да саған. Ол есінде болмаса да оны есіне түсіргізеді. Иә, қандай сезімде болды, не үшін алдың, қандай қажеттілік болды. Қажеттілік болды, өйткені мен там 5 жасымда бір нәрсе болды. Давай 5 жасыңда қате қылды. 5 жасыңда не болды сенің? Өзі Рахмет Жолтан айтады, мысалы мен бір клиентім реально өмірдегі болған случай дейді, настолько кетіп қалдық дейді, туылған сәтіне дейін кетіп қалдық дейді, короче. Соған есіне түсіре алған ба? Жоқ, түсірген емес, просто именно мысалы мен дәл детальдарын айтпады, бірақ ол айтады, мысалы тіпті анасы 2 қабат кезінде бір жағдайлар болған екен дейді да, соған мысалы соған әсер еткен деген сияқты. Ол гипнозбен емес пе? Гипноз емес, білмеймін, мен ол түсіндіріп айтпады, бірақ анау былайша айтқанда соған дейін кетіп қалуы мүмкін деді, жалпы ол жерде қазбалай берсін. И өте қиын мамандығының себебі сол дейді, яғни психолог мысалы көп адам оқып алып бағана сертификатым бар деп көрсетеді дейді. Негізінде ол психолог, ол кәдімгі бағана ол қатысты деген сертификат дейді, бірақ оқыды деген сертификат емес дейді, ол көбінесе. Түсіндіңдер ма? Главный участие деген сияқты. Сертификат участие дейді, не сертификат психолога дейді. Психологтың участиесі өте қиын. Мына жерде бір нәрсені ажыратып алу керек. Біз тыңдап отырған адам қазір груз етіп кетуі мүмкін да, қиналып. Ол бәріне қатысты емес та. Ол өзі біз Айна дос қызды болды да қонақта, ол кісі айтады да, егер сенде ондай қажеттілік сезбесең, психологқа, психиатрға бару, бір еркін тыныстап жүрсең, онда бір қатты қиналудың керегі жоқ дейді да. Бірақ менде есімде андай не болды, бір түсінесің да, бір нәрсе дұрыс емес ішкі күйіңде ше, бір нәрсе андай, мысалы мына жерде жұмыс істеп жүрсің, бірақ мынаны ойлап жүрсің. Былайша айтқанда ойлайтын нәрсең, айтатын нәрсең, істейтін нәрсең үшеуі бір сезім болды ма? Сәйкес болмай жатыр да. Мынандай сезім болды ма сізде, как будто бір потенциалыңыз ашылмай жатқан. Вот, сондай сезім болады. Вот менде сондай сезім болды жақында. Мен соны түсіндім, мен соған келе жатқаным. Как будто мен бұл үшін жаралмаған сияқтымын. Иә, сондай болады. Типа ойлап отырсың, блин, бар осы ма не деген сияқты. Сіз алғаш подкаст түсіре бастаған уақытта потенциал ашылған секілді сезім болды. Қазір подкаст мүмкін уже әдеттегі іске айналып кеткен шығар, мүмкін басқа бір жолын іздеу. Ол да бар. Плюс мамандығың бар. Психологтың рөлін алса басқа. Нәкеңде мынандай болып қалуы мүмкін да. Оның ойы, мысалы үшін подкаст, ағартушылық, бағанадай инфлюенс болуы мүмкін да, ойы. Сөзі де сол болуы мүмкін, бірақ ол Booking.com'ның несін жасап жүр, приложениясында. Фокусы сода да. Анау ойы, несі бәрі мына жақта үшеуі сәйкес келмей тұр да. Содан да бір кризис болуы мүмкін да әдетте. Нені ойлаймын да, мысалы жаңа 6 жасқа дейін дедік қой. Ана детерминизм болып кетпей ма? Адамның өміріне жауапкершілікті бұрын болған жағдайға арту деген сияқты. Өйткені кез келген уақытта өмір травманың құрбаны деген. Мысалы ол бәрінде бола ма? Және мысалы
бәрінің өміріне жеткілікті деңгейде әсер ету керек па ол нәрсе дегенде. Мысалы көбінесе әсіресе логотерапияда әр секунд сайын таңдау беруді ұсынады да, мысалы пациентке. Яғни оны осыған дейінгі бір жағдайлардың құрбаны ретінде емес, әр секунд сайын өзі шешім шығаратын, өз өмірін өзгерте алатын бір адамға қараған сияқты қарау керек дейді. Ал мына сіз айтып отқан жаңа методика, фрейдовский методика ғой, психоанализдің өткенге кету, алғашқы касание, алғашқы ситуация дегенге бару, сосын өмірлік сценарий дегенге тоже қатысы бар. Бірақ сол қиын сияқты. Мысалы адамның енді отбасы дұрыс емес болуы мүмкін, отбасындағы ұстанымдар дұрыс емес болуы мүмкін, ол қаншалықты әсер ете алады. Мысалы менде өзімде мынандай идея байқаймын. Менде әрдайым мынандай идея, ой бар ойым. Мен бір күні бір құлауым керек деген. Ол да сол бағана ұстаным болуы мүмкін да. Мен соны не үшін деп бір қызық болды. Мен құлауым керек деді. Өткенде әйеліме айтам, бұлай бола бермейді, мен бір күні құлауым керек, бір түсіп шығуым керек, ең дноға барып, бір басыммен ұрылып қайтып көтерілуім керек деймін ғой. Неге дейді да. Сөйтсем, неге дегенге өзіме сұрақ қойсам, біздің үйде әрдайым бүйтіп былай айтатын, 40 жыл байлық жоқ, 40 жыл жарлық жоқ деп. Установка отырып қалған шығар бұл да. Сөйтіп айтады да, мен соны екеуі кезек-кезек жүреді дегенге, менде бәрі жақсы болып келе жатыр, біраз болды жақсы болып келе жатқанына. Демек, бір таяқ жеймін ау деген сияқты. Бір потны түсірінетін жерім күтіп тұр ау деген сияқты. Менде ожидание сондай да. Мен дайындық, қазір мен мынаны оқып алайын, ертең керек болады. Мына жаққа оқып қойын, ертең құлағанда керек болып қалады деген сияқты қылып. Соны мен оған лайық емеспін деген сияқты сезім пайда болмасын. Жоқ, лайық емес. Мен бір сүрінем деген. Мен біліп тұрмын да, не программа шақырып жатқан сияқтымын да, мен сүрінем деген. Ең қызығы сол установкалар алып келеді ғой в итоге соны. Шын айтқанда. Негізі сене берсеңізші сондайға. Сол үшін ғой проблема. Негізі әлем деген былай көп қой нелер, үлгілер. Сен анау фокус деген бір айтқанда не ғой, бинокльді ғой, сол жаққа бұру ғой. Сен бинокльді мына жаққа Көктөбеге қарап бұрсаң, Көктөбені көресің ғой, Көктөбені. Оған қатысты мысалы менде ондай установка емес та. То есть екеуміз бір жерде өмір сүріп жатырмыз. Бір қоғамда, бір заманда, бір подкастта отырмыз. Бірақ мен олай ойламаймын да. Менде ондай бір қиналу жоқ. Сізге жол карта қалай көрінеді былай? Тік жоғары қарай ақырын өсе беретін сияқты көрінеді ме? Жалпы өмір жолыңыз маған былай көрінеді. Өседі, түседі, кейін қайтып шығасың деген сияқты. Менікі таза былай ғой десең. Бұл жерде былай установка деген нәрсенің бір күшті жері, оны өзгертуге болады. Былайша айтқанда, қалай айтсам екен, ол таңдап алатын нәрсе. Детерминизм анау деп жатыр. Ол факт қой енді. Сен мысалы бір нәрсе шикі балық жетінде ішің өтіп жатыр. Сен айтамайсың ғой, шикі балық үшін емес деген. Бұл себеп салдарлық байланысты көру, бірақ ақталу емес та мен. Мысалы, жарайды, сен ата-анаң сондай болды. Мынау мысалы мен жиі келтіретін мысалы байқасам ішімде бір кейде анама реніш бар сияқты болды да. Неге десем, енді бағанағыдай ғой, мысалы мынаны істегің келеді, болмайды дейді. Қатал, мысалы мынаны жасағың келеді, болмайды, мынаны дұрыс емес. Бір нәрсені көрсетесің, сөйтсем реніш болады ғой, енді обида, балалық обида. Үлкен 30 жасқа толғанда да анау тұрады, жара болып тұрады. Анау сәл бір мысалы 30 жаста да бір ұсынысыңды айтса, бетіңнен қақса, анау кішкентай кезде жара қайтадан асқынып кете береді да. Сосын мен алдымда, енді мен психотерапевт ешкімге бармадым, бірақ мынандай әдіс бар да енді. Мен өткеніме оралдым да. Бағанағыдай 6 жас болмаса да әйтеуір өткен шақтан пайда болған білем бұл нәрсе. Реніш қайдан пайда болды. Сөйтіп сол ренішке барып, ойша, сосын анау перефразирование деп айтады ғой психологтарды, психотерапевттер. Ана жағдайға барып, анаған деген көзқарасын ауыстырдым. Мысалы рефрейминг сияқты. Не ғой сол рефрейминг. Яғни айттым, анама рахмет, оның осындай тәрбиесінің арқасында мен ер жігіт болып тәрбие не істедім, мықты болып қалыптастым, жауапкершілік алатын, анау бетін қақса да қайтпайтын сондай мінез маған соның арқасында пайда болды. Соның арқасында мен жетістікке жеттім деген кезде бағана реніш сезімі алғыс сезіміне ауысып кетті да, установка өзгерді. Сондай да. Бізде мен енді айтамын да, көп адам бір жаны өте қиын ол, өз-өзімен жұмыс істеу деген. Бәлкім бұл өте жақсы құрал, барып, сол сені, мысалы қазір сразу бір тоже установкасы ғой мынау, құлауым керек деген сияқты ше. Бұны бәлкім бұл нәрсенің жалған екенін және өзіңе ыңғайлы бір установка тауып алуға болады ғой. Мен тек қана өсе берем деген сияқты ше. Және соны растайтын факттерді өмірден теріп, шүкірлік жазу дейді ғой, шүкірлік дәптері. Шүкірлік жазу да сол ғой. Мен есімде
яғни сөзімді аяқтасам, яғни осылай жазу арқылы бағанағы перефразирование жасау үшін көп жасай беру арқылы анау бұрын қатып қалған нәрсені ерітіп жаңа нені бағдарламаны орнатасың ғой енді. Және сол бағдарлама саған шешім қабылдау көмектеседі да енді. Енді мен психологқа бардым деген таныстарым, енді достарым болсын, көбісі былай кішкене инфантильный көрінеді маған ше. Андай өскісі көрмеген, есеймеген адам сияқты көрінеді. Сондай бір ортақ тұстары бар ма сіздер байқаған, мысалы психологқа? Керісінше менде вот не болады, ересек адамдар ма, жетілген? Вот как раз таки мен қысқаша айтсам, мен қатысқан психологқа барған адамдардың көбіне уже андай бизнесті көрген, бір рет құлаған, кризисте болған, көтерілген, түскен сондай жігіттер көрдім да, көбінесе сондай барған. Именно жігіттер келеді. Мысалы қыздардан енді бөлек, қыздар былай бара береді сияқты оған. Ну, білмеймін, солай көрінеді. Ол психологтар да айтады, негізі 80% келетін қыздар дейді да. Қанша деген. И ең қызығы дейді да, психологияның негізін қалған еркектер дейді. Юнг болсын, Маркс болсын, Фрейд болсын дейді да. А оның ісін жалғастырған әйелдер дейді. Жолын сап беріп, аналар жалғастырады да. Бұл жерде мынандай нәрсе ғой, мысалы, кәсіпкер деп жатырмыз ғой. Кәсіпкер, басқа адамдар кейде тіршілік кезінде, тіршілік барысында өз-өзіне көңіл бөлмей кетеді ғой. Психология тұрбақ, сен артық салманға мән бермей кетесің, киіміңе, басқасына мән бермей кетесің, шашың майлы болып жүреді да. Ана психология сондай нәрсе ғой. Сәл кідіріп өзіңе ойлану да, мен неге бүйтіп ойлаймын деп. Бізде ол нәрсе аз да, адамдар өз бетінше ойлана алмайды. Ойланса тупикке тіреле береді да, сөйтіп маманға жүгінеді да. Негізі мынандай теория бар да. Мен Алматыда өте көп неге метрода отырамын. Метроның бір жақсы жері, Алматының метроның жақсы жері интернет ұстамайды. Вот Алматыда бір жалғыз жер бар, метро кіресің, и сенде бір 20-30 минут бойы интернет жоқ та. Бұл комплимент десеңші. Жоқ, адамдарға қараймын ғой, шынымен де біреу там кітап оқып жатады, біреу там шахмат ойнап жатады деген сияқты. И көбіне мен байқайтын не, автобуста отырасың, бәрі тикток қарап кетеді, тикток, инстаграм, и бағанағы фоновый шум бар ғой, үлкен да, яғни адамдарға негізі маған бір кісі жазған еді, подкаст неге тыңдайсың десе, мен тыныштықта отыра алмаймын дейді да. Негізі проблема ғой, тыныштықта отыра алу керексің ғой сен негізі деген сияқты. Яғни сен бір шум болу керек болады, анау үйде отырған телевизор қосып қояды ғой. Ойландырмау керек қой кісі. Ана адам ойланбау керек. Ми ойланудан қорқады. Өйткені ойланған қылса кетіп қалады да анау думка. Өзін мазалайтын сұрақтан бетпе-бет келіп қалады ғой. Ол сөйтіп андай защитный механизм да, ол жазып қояды да, жоқ мен ойланбаймын деген сияқты. Телеграм қалай айтайын, ананы оқиды. Біз мынау айтып отырмыз ғой, 30 жас кризисіне, онда мына логикаға салсақ, ойланатын адамдар душар болады ғой. Дұрыс па? Ойланбайтын адам оның кризис тұрмақ, ол жетпейді да оған, өтіп кетеді деген сөз шығар сол. Мен ойлаймын, кризистің барлығының бір шешімі өзгеру деп ше. Яғни кризиске не үшін келдің, демек бірдеңені өзгерту керек деп ше. Енді хадисте бар ғой, мінездеріңді өзгертіңдер деген ше. Демек мінездің өзін өзгерту өте қиын ғой. Әдеттен басталады, ойланудан басталады ғой, мен қай амалым дұрыс емес деген сияқты ше. Демек біз ылғи бірдеңені өзгертуіміз керек, ылғи жасарып, жаңарып отыруымыз керек деген ой болып тұрды. Өзгеру үшін енді кітап оқу керек. Наке енді біз мынандай ұран ұстап жүрміз. Не үшін кітап оқу керек деген сұраққа біз ойлану үшін де жауап береміз да. Өзің сол кітаптың сен өміріңе тигізген әсері туралы, ойлануыңа қалай әсер, сол туралы сөйлессек. Менде қысқаша айтамын, мен бірнеше рет айттым, бірақ қайталап айтамын. Мен негізі кітапты көп мектеп кезінде оқымадым. Асы керек. Сіздің әкеңіз журналист емес па? Әкем журналист, үйде кітап көп болады, бірақ маған білмеймін, бір себептерге байланысты маған кітапқа деген бір қызығушылық, бағанағы оны оқу керек екенін ешкім түсіндірмеді ме, білмеймін. Мен еще андай мектептерде оқыдым. Мен біріншіден өте бір-біріне сәйкес келмейтін мектептерде оқыдым да еще. Бастауышта кәдімгі орташа мектепте оқыдым. Кейін 3 жылға балетте оқыдым кәдімгі профессионально. Кейін 4 жыл физматта оқыдым. Мүлдем әртүрлі әлемді көрдім да, бір 11 жылда. И әр периодта әртүрлі фокус болды менде. Мысалы алғашқы 5 жыл андай ғой енді, баласың ғой әлі. Кейінгі өнер, кейінгі 3 жыл тек өнер. Өнер. Кейінгі 4 жыл ол таза андай, орысша задротство дейді ғой. Сондай да, таза аздан кешкен есеп шығару, оқу, мектеп осы студенттің жанында екен өтіп барады, мына есіме андай жаңағыдай. Флешбэк дейді, флешбэктер болды ана. И бір жаманы мындай ненің, то что мынандай екен да, әсіресе соңғы 7-11 аралық бар ғой, 7-ші класс, 11-ші класстың аралығында
бізді сықты да былай кішкене былай кәдімгідей бүкіл андай шырын шығарып тұрып сығады да біздің есімде сол кезде әдебиет не дегенге көп мән бөлінбеді да біздің мектепте дәл сол кезде. Өйткені шынымен балаларда оған энергия қалмайтын уже. Есеп шығарасың, оқисың, есеп шығарасың. Салыстырмалы өтесің, мысалы аптасына математика 10 сағат өтесің да сен, 10-12 сағатта өтесің. Күніге математикада. И андай рационализм қаттырақ дамып кетеді ана жерде. Мықты логика жақсы. Мен жаман деп айтпаймын негізі. Өте күшті математика қатты дамытады қазіргі өмірдің өзінде де. Бірақ мысалы қазіргі андай Назарбаев мектептері немесе бағанағы частный мектептер бар, олармен сөйлескен кезде балалар андай да, жан жақты да. Сөйлесесің, анда бір экономика туралы сөйлесіп кетеді сенімен. Мектептің баласы да. Там бір теориялар айтып кетеді, там ChatGPT туралы сөйлесіп кетеді. AI анау мен айтамын, мен кезімде ол мүлдем ойланбаппын дедім да. Біз тек сол математикамен айна кете беріп тұқ қой деген сияқты ой пайда болады. Неге бізге кітапты оқу керек екенін түсіндірмеді деген сондай бір ой пайда болады. Және оны мен жақында Аралбек деген біздің кісі, Аралбек Берікұлы, подкаст қарамасаңыздар, ол кісі директор неде Құлын жол деген ауылда, неде Өскемен жанында 100 километр жерде. Ол кісінің қызығы, ол математик негізі, бірақ ол кісі директор болу керек еді астаналық физматтың. Яғни астаналық физматтың директор болып тұрған жерінен тұратын ауылға кетеді. Ол өз ауылы ма ол? Жоқ, ол BI групптың Рахимбаевтың. Басқа біреудің ауылына барған ғой сонда? Иә, ол яғни условия берді оған, бүкіл несін жағдай жасап береміз. Барда өзгерт деген, сол ауылға барып өзгертуге кеткен да, яғни көшіп кәдімгідей. Сол кезде мынандай маған қызық ойды айтты да, мен әрқашан дейді, өзім кітап оқимын дейді да, және де оны кітап оқитынын көрсетуге тырысамын дейді, директор ретінде. Мысалы, маған кез келген бала келсе, столдың үстінде әрқашан кітап тұрады дейді. Мұғалімдеріме айтамын дейді, егер сен баланың кітабын оқығанын қаласаң, өзің кітап оқитын адам болуың керексің деп ше. Әрқашан көрсетуің керексің дейді. Яғни сен бала жатсың ба, отырып қалдың ба, кітап оқы, кіріп бара кітап оқып қой деген сияқты. Яғни осылай сен балаларға кітап оқуын көрсетесің деген сияқты. Ана бір сөз бар еді ғой, балам кітап оқыту қалай оқытсам болады, өзің оқы десем, оқымасам ше, қарап отыр деген сияқты ше. Ең болмаса оқығандай бол деген сияқты ғой. И почему-то мен кезімде сондай болды. И бағанағы университетке түстім. Сол кезде менде бір ойлар пайда болды, мен неге кітап оқымадым деген сияқты. Өйткені бір адамдармен сөйлескен кезде кітаптарға сүйенеді да, а мен ол кітаптарды мүлдем білмеймін. Сол кезде уже оқи бастадым да. Қатардан қалмау, қатардан қалмау үшін шығар. Бірақ бір уақыт андай уже войти во вкус дейді, барам кіріп кеттім да, талғаным ашылып кәдімгідей. Қай кітаптан бастап едің ол университет кезінде? Қызығы ең бірінші оқыған әсер еткен кітап бар ғой, не болатын? Бодо Шефердің «Законы победителей». Содан бастайтын ғой. Брайан Трейси бар арасында, иә? Брайан Трейси деймін, бірақ «Законы победителей» әлі күнге дейін есімде. И ол кітаптан қызығандай болатын. Қысқаша нелер беретін да, притча дейді орысша. Мысалдар береді. Бүкіл кітап негізі мысалдар да, сондай. Есте жақсы сақталады, иә? Иә, андай бір образдар жақсы береді деген сияқты. Оқып, мен кәдімгі әсер алғанмын да. Кейін адамдарға сыйлай бастадым сол кітапты ше. Сол әсер етті, бірақ кейін андай бір кәдімгі әдебиетке көшуге тырыстым да. Жалпы әдебиетті алатын болсақ, мен де әртүрлі Шыңғыс Айтматовты оқыдым бір уақыт, маған қатты әсер етті. Университет кезінде оқыдым, өйткені сол кезде бір ой пайда болды, мен егер мына кітапты есімде Плаха деген кітабы бар еді ғой, Шыңғыс Айтматовтың, қазақшаға қалай аударылған есімде емес, мен орысшасын оқыдым да, ол кісінің орысша жазған. Иә. Сол кітапты мен университет кезінде оқыдым да. Кейін білдім да, ол кітап мектеп программасына бар екен да. Мен айттым, мен егер мен мектеп программасын оқығанда мен кітапты мүлдем түсінбеуші едім дедім да. И тым ерте сияқтадым мектеп оқушысына мына кітап беру деген жалпы. Сондай бір ой пайда болды, яғни біздегі тізімді қарасаң, мектепте беретін әдебиет оқуға. Абай жолы, оның сен үлкен жаста оқуың керек, 30 жаста оқуың керексің. Біз енді мектепте толық шығарманы бермейді ғой. Ана бір бөлігін береді да, андай дәмін татсын деген ниетпен ше. Бұл жерде мұғалімде маңызы зор да, таныстыру, сол кітап әлеміне есік ашып беру деген сияқты ше. Өте қиын кітаптар екен да, мысалы Айтматовты өте жақсы көремін, өйткені шынымен бір болады ғой, андай бір кейде сұрайды, подкастқа кім шақырғың келер еді деген сияқты. Өзім Айтматов деп айтатын. Кешіп қалдың дедім. Ол кезде ол кісі 8-ші жыл ма 7-ші жыл ма қайтыс болды. Бірақ шынымен бір ой пайда болды, мен Айтматовты оқып шыққаннан кейін менде ой пайда болды, неге мен оған дейін оқымадым деген сияқты ше.
и тақырыптар да қызық, и персонаждар өте жақын болды да маған сол кезде. Кейін мысалы бізде бір жақсы қоғам болды, кітап сүйер қауым деген, мына 3 кісі жаңағы осы столда отырған 3 кісі болды. 2016-17 жылдар ғой. Ол кезде мен енді бірінші курс оқып отырмын. Дәкесіз бастадыңыз оны қателеспесем. Өзі университетті бітірдім, уже жұмыс істеп жүрген кезде бағанағы кітап оқу әдетке айналдыру үшін бізде телеграм канал, чат болды. Сол кезде қалай еді? 8 аптада 8 кітап. 8 аптада 8 кітап деген болды. Кәдімгідей жарыс болатын. Мен сол кезде өмірімде көп оқымағам, сол кездегі. Именно сол периодта мен өте көп оқыдым кітап. Қанша болды бір жылда? 20-дан асты ғой. Жоқ, 20-дан точно асты. Ол кезде бір қателеспесем 40-қа жуық кітап оқыды. Міне көрдіңіздер, Нәрікби деген осындай тұлғаның қалыптасуына, осындай бір кішігірім жоба әсер еткен, кітаппен достығына. Оппенгеймерде бомба жарылғанда үндістің кітабынан бір үзінді айтады ғой. Сол сцена қатты өтіп кеткен өзіме. Жалпы мысалы ядерный физик, бірақ поэма, үндінің құдайлар жайлы поэманы оқып соны жатқа білгенде, және содан өзінің еңбегінің жемісін көргенде, жеміс деген қалай болады екен, ядерный бомбаға нәтижесін көргенде, сол үзіндіні айтқаны шынымен өмірде де солай айтқан екен де. I am the death дейтін. Куәгерлері. Мынау Аралбек бауырымыз айтып тұр ғой, барлық жерде кітаппен қоршап тастайды дегенше. Шынымен де оқымайтын болсаң да, ең бірінші қадамың анау кітапты толтырып тастау, қоршап тастау да. Біз енді түрлі жобаларымыз бар ғой, ауылға кітап бар, не бар. Сол кезде бізге жазып жатады да, кейбір мұғалімдер жазады да, енді ол қасірет бұл, жазады. Қазір балалар кітап оқымайды дейді. Мен өзім үшін мынандай шешім түйінге келдім. Қазір балалар кітап оқымайды деп, қазір кітап оқымайтын мұғалімдер айтады. Қазір балалар кітап оқымайды деп, қазір кітап оқымайтын ата-аналар айтады. Сөздің ашығы. Сосын кеше бір үйде болдық, бір қонаққа бардық. Қарасам, ана үйде бір 5-6 шығарма тұр екен де, әдеби. Сол үйде кішкене 9-10 класстың оқитын қыз сол кітаптарды оқитын көрінеді. Сол кезде мен мынандай бір шешімге келдім да, қонаққа барсам, қай жерге барсам да, енді кітап апарып сыйлап кетем. Ол оқи ма, оқымай ма, ол екінші сұрақ. Бірақ мен елестеттім да, анау қыздың сөресінде өте көп кітап болса, өзінің кітаппен қоршағаннан кейін әйтеуір бір күні оқиды ғой ол. Ана жерде кітап аз болып тұр да, 5-ақ кітап тұр кітап сөресінде. Енді намаз оқиын деп бір бөлмесіне кіргем. Сөйтсем, бір шешімге келдім да. Біздің көріп отырған оқырмандар болса, кітап оқудың арқасында өзгерген адамдар бір айналасына бір жақсылық жасағысы келсе, өте оңай шешім. Қайда барсаң да құр қол барма дейді ғой қонаққа. Кітап апар, болмаса бір құр қол жіберме десең, кітап қойып қойды, келген адамға беріп жібереді, ұстатып жібереді. Бізде мата анау-мынау бір айналып жүретін бір нәрселер жүреді да, ол былайша айтқанда кімді алдап тұрсың? Кімді алдап тұрсың? Өзің былайша айтқанда, егер сен оған кітап ұстатсаң, ол әлдеқайда пайдалы нәрсе да ол. Ол әйтеуір өзі оқымаса да баласы оқиды, немересі оқиды, біреу оқиды. Бізде қазір түсінгенім, былай көп кітапты қоршап тастау керек та, айналаны бәрін кітаппен. Менде мынандай бір қызық ситуация болған. Кітап оқып бастағанда мен былай ойладым, жол картаны бірден сызып қойды, бір шешім тапқанда болды, мен былай кітап оқи беремін, сосын мынандай боламын деген бір жол картамды сызып қойғам, өзім стратегиям, сөйтіп барам, сосын екінші курспын ба, сондай қалаға келем, букинистерді көремін, орыс аталар болды, кітабын жайып қойып отыра қалатын. Кітаптарын қараймын, неше түрлі классика бар, физика бар, экономика туралы кітаптар тұр. Сосын ойлаймын, мынаның бәрін оқыған болса, неге мына жерде отыр деп. Яғни күшті ойымда құрып қойған дамудың жоспары парша-парша болып шашылып кетті да. Ана кітаптан бір-екі ай сөйтіп жүрген шығармын, онда оқымаймын мен деп. Сосын травма алдың ғой, Жоқ, мен ойлағам ғой, кітап оқысаң көтеріледі екенсің, кітап оқысаң бай болады екенсің, кітап оқысаң болды, өмірде жетеді екен деп. Демек барынша көбірек кітап оқимын деп жоспар сызып қойғам. Сөйтсем ар жақта көп кітап оқыған адам көшенің бойында сатып отыр да. Бұл жерде енді бұл кітаптың андай нәрсесі бар да. Кітап құрал ғой ол. Ол бәлкім өзі байғысы келмеген шығар. Бәлкім мысалы бір Бақытжан Бұқарбай келді ғой бізге, біз мысал келтірдік қой, бір ежелгі Грекиядағы бір ойшылдың
демосфена дейміз. жоқ ол емес, басқа. фалес болу керек. Фалес анау байлар айтады да, сен осыншама кітап оқисың, осыншама білімдісің, неге бай емессің деп ше. Ол айтқан, маған бұл қызық емес деген да. Одан да қызық нәрселер бар мен айналысқым келетін деп. Сол сияқты бұл жерде енді бір теңдік белгісін қоя алмайсың да кітаппен, бірақ енді рухани байлық та ол да байлық. Психологияға келеді екен, мысалы ана көп ойлайды, ана подкасттың басына келсек, ана көп адам былай ойлайды екен да, психологқа келсем шынында да ойлайды. проблема шешіледі деген сияқты. Бірақ негізгі жақсы жауап оған жоқ, шешілмейді, бірақ айқындалады. Проблема шешілмейді, бірақ айқындалады. Иә, яғни сен өмірің ойланды, орысша айтпақшы, понятный болып қалады дейді. Шешімді өзіңе қалдырады ғой. Иә, шешім өзің қалады, сен бірақ түсіне бастайсың неге болады. Сен яғни себебің қайдан шыққан, салдардың қалай шыққанын түсіне бастайсың, шешімді өзің шешесің, бірақ саған айқындап береді да бәрін. Сонда да өзгермейді жүретін адамдар бар ғой. Айнаң болса, бірақ айнаң сүртіп береді да, кішкене саған айтады да, осы дейді, сен түрің қазір шеш деген сияқты. Осы алсаң кітап та сондай, яғни сен кітап шешіп бермейді сен енді. Бірақ ол саған бір жолды көрсетіп тұр. Маған мысалы Дәкеге де айтқан, мысалы жиі маған ең қатты әсер еткен кітаптар Мартин Иден болатын да кезінде. Джек Лондонның кітабы. Неге? Өйткені дәл сол уақыт мен сол Мартин Иденнің несінде күйінде жүргенмін. Ол букингке тапсырып жатқан кездер. Иә, жұмысқа тапсырып өте алмай, мен бір 200 бай интервью өткен адам ғой мен кезінде. Өтпейсің, бағанағы былай көресің, былай көресің. Сондай бір қиын бір сәт болды да өмірімде. Өзіңе сенбей, бір сомневаться етіп отырсың, может қоя саламау деген сияқты. Сол кезде Мартин Иденді оқыдым да, ол сценарийда былай да, ол мүлдем не то, что маған ол бір маяк болады қазір. Былай келтірейікші, біз Нәрікбиді енді көріп отқан оқырмандарымызға айтайық. Нәрікби қазір Амстердам қаласында Booking.com компаниясында жұмыс істеп жатқанына 5-ші жыл болып жатыр. Мен куәгермін оның қалай дайындалғанына, қалай оған компанияға өткеніне. Өте қанша жыл болды? 1 жыл, 2 жыл кеткен шығар еді өтуге. Сол қалай жұмысқа тұрдың деген сұраққа жауап болсын бір жағынан, екінші жағынан сол Мартин Иденмен параллель болсын. Яғни айтқым келгені дайындаласың, тәжірибе жоқ та сен өтуде. Өйткені менің дәл сол уақытта андай бір жан-жағымда ондай достар болмады да. Дәл сол мен сияқты дайындалып жатқан. Мысалы қазір ондай емес та, көбінесе жігіттерде уже сызылып қойған жол бар да, оған байланысты. Тапсыратын балалар көп. Дәл сол уақытта менің достарым арасында болды, маған бір даже беріп қойған бір досым айтқан, мен тапсырып көргім келіп жатыр деген. Не үшін, нең бар? Бәрі жақсы емес па деген сияқты бір жақын бір досым айтты да, сол кезде бір алыс бір кісі айтса бір бөлек та, бірақ жақының айтса басқаша екен да. Сол кезде блин деп ойланып қалдым да, бірақ дәл сол уақытта Мартин Иденді оқып жүргенмін. Мартин Иденнің маған өмірлік сценарий қатты ұнады да, сол кезде соңы ұнамады, бірақ басы ұнады. Басы андай да, ол бағанағы неде теңізде шығып жүрген ана балықшы ма сондай оқып жұмыс істейді, оқуды білмейді, жазуды білмейді, мүлдем ең төменнен бастап тұр. Иә, мүлдем ештеңке білмейді, бір қызға ғашық болады, Руф деген қателеспесем. Иә, бізде талданған. Иә, бағана тарлық тыңдарман біз, мысалы бірақ ол кісінің маған өзім талдадым да, өзім ішіме, неге сол өзгертулер болды. Бағана бір күні кітап жазып кетеді, танымал болады, бағанағы болады, бірақ өзі бір депрессияға түседі ғой бір уақыт. 30 жастық кризиске түседі. Қазір ары қарай істемей ақ қой Мартин Иден істегендер. Соның қызығы. Как раз лайнерлер жүреді ғой сендер жақта. Жоқ, айтқым келгені ол кісінің проблемасы былай көрдім да, ол баста бүкіл өзгертулерді бір қыз үшін жасады да негізі. Мақсат әуел баста. Мен оны қыз үшін деп ойламаймын, не деп ойлаймын анау? Қыздың қоғамы үшін. Иә, қыздың қоғамы жалпы сол қыздың қоғамға жақындау үшін, бағанағы бір элитаға, Амстердамда жүру үшін деген сияқты. Элитаға сол сәйкес болу үшін жасады да, бірақ жеткен кезде ана дәмі кетті да ананың. И маған айтамын ғой, Мартин Иден четко көрдім, өзім немде, картинамда мен көрдім өзімді ана жерде. Нәрікбиден. Иә, мен дәл осы жерде өзімді көрдім. Мынау мен ғой дедім ғой, таза мен ғой мынау дедім. И бағанағы мен Аман деген досымыз бар біздің, тоже Гуглда істейді. Өтесің ғой, оффер алып уже бірінші күн жұмысқа тұрасың ғой, қайтын сол сезім келеді ғой саған, короче. Мартин Иденнің сезім келеді ғой бағанағы. Осақпа деген сияқты. Осақпа не деген сияқты. Аманда айтқан сондай болды деп. Сразу кеме іздей бастадым дейсің. Бірақ оны мына Инстаграмнан көріп отқан жастар оны білмейді ғой әлі. Ол әлі андай аш күйде тұр ғой.
иә бірақ айтқым келгені балалардан сұрайсың ғой кейін шынымен көбісінде сондай состояние бар сен ұзақ уақыт бір нәрсеге жетем дейсің жеткен кезде андай ұзақпайын деген сияқты осындай бір сезім пайда болады и ол көбіне ең ол кризисқа спортсмендерде болады екен көбінесе яғни олимпиадаға дайындалады там 4 жыл 5 жыл деп бүкіл несін құяды алтын алады и депрессияда резко кетеді. Енді қазір қандай күйде жүрсің қазір? Енді қазір жоқ қазір бағанағы жүз аласың ғой, өмірлік аласың ғой жалпы. Өмірлік құндылықтарды бағана айқындау жүріп отыр менде деп айтсам болады мүмкін. Енді сіздің ол жағыңызда ортаңыз қандай Booking.com'да мысалы арабтар, үндістер әртүрлі жұмыс жасайды, оларда да сондай проблема бар ма, және олардың жалпы өмір сүру стилі қандай, олардан үйренгендеріңіз бар ма? Андай көп ойлайды мен Голландияда жұмыс істеймін, жасы үлкен ба олар? голландықтармен жұмыс істеймін, мен голландықтар мүлдем жоқ деп айтсам болады компанияда. Көбінесе шетелдіктер ғой, өзінің қазақтар, орыстар, үнділер өте көп, американдықтар, енді өте халықаралық компания болғандықтан әртүрлі. Өйткені мысалы менде андай болатын, бір командада 25 жасар мен және 40 жасар бір кісі жұмыс істеуі мүмкін да, бір командада. Ол бір кейстер болатын, бір әкеммен жасты кісімен жұмыс істеуім керек да. Бірақ ол кісі андай үйленбеген, бағанағы girlfriend бар. Сондай кісілерді көресің да, сен кәдімгідей сынады да басындағы нелер, мен қалай деген сияқты. Мен жақында андай бір үйге, Голландиядағы үйге бір мастер шақырдым да, бір жөндеу жұмыстарын жасау үшін. Сол кезде бір кісі келді, түріне қараймын, бір шамамен бір 50 жаста кісі, сөйтсе 69-да екен да жасы. 70-тегі кісі, жап-жас көрінеді, денесі ірі, бағанағы білініп тұр өзіне қараған кісі екен. Сразу менде қазақылық қосылып кетті да, сен балаларыңыз қалай, анау сөйтсем балам жоқ дейді да, үйленбеген дейді. Әлі іздеп жүрмін дедім. Кім не істейсіз десем, бағанағы girlfriend'ім бар дейді, суретін көрсетіп жатыр да, жап-жас қыз да, бағанағы менің машинем бар, мен анау не істеймін, ойланып қаласың, деп анау ұрға мен и бір жағынан іште осуждениеға кетпесем дегенде ой пайда болды. Яғни ол өзінің шешімі, конечно. Бағанағы әртүрлі осындай өмірлік көресің, сол кезде ана бір жақсы жері шетелге шығудың сол екен да. Яғни сен өмір тек былай болады емес, былай да болады екен ғой деген сияқты. Қазақы қатып қалған қағидалар бұзылады дейсіз ғой. Иә, солар бұзылады. И неше түрлі нелер көресің, мысалы бір өте тақуа жігіттерді көресің. Иә, мысалы шынымен сондай кейстер бар, мысалы там намазхана қашан кірсең, там кешкі намазға кіріп қаласың, әдемі Құран оқып жатады деген. Booking.com'да. Иә. Жұмыс жақсы жасайтын шығар ол. Әлде соның мүмкін. Жоқ, мысалы менде андай көбінесе болып қалған, намазда тұрасың, намаз бітеді, жаныңда бір танымайтын кісі тұрады да сен, бірақ бір компанияда істейсің, сол кезде бір андай болған, қарап тұрмын, анау кісі не түрік емес, араб емес, білініп тұр да, европеец екен. Сөйлессем айтады, мен европейцпін дейді, ислам қабылдағым деген сияқты. Сондайларды көріп қаласың, дейсің. Немесе басқа жаққа кеткенде кісілерді көресің да, шыны керек. Бізде бар ғой ана кісілер, мысалы 18 жасында университет түседі, 22 жасында бітіреді, сонымен жұмыс жасайды, жасы 30-35-ке дейін келеді да, ары қарай уже басқа бір бизнеске ауысады. Бірақ 35 жастан кейін жаңа мамандық үйренуге, мысалы, олардың несі жетпейді деп айтқанда, сабыры да жетпейді, онда қажет деп те ойламайды. Қартая бастайды ғой. Иә. Ал сіздерде сондай не бар ғой, үлгілері, мысалы, жасы 35-40-қа келген уақытта уже программирование үйреніп, сол жаққа жұмысқа тұрған деген сияқты. Жаңа өмір бастаған деген. Бізде бір кісі бар. 31 жасына дейін қателеспесем геолог болып жұмыс істеген. 32 жасында ма Booking.com'ға жұмысқа тұрған. Оның не оқиғасы өте қызық. Маған қызық болып тұрған адамдар да бар ғой. 200 интервью, сонда 200 рет жоқ деген естідіңіз бе сонда? Қалай болды? Иә. Мен мына жерде бір жауап тауып 200 дегенде андай ғой, әртүрлі этабында бар. Этаптар әртүрлі, мысалы тапсырасың, кейбір басына жүрген кезде резюме жібересің, сразу отказ келеді. Бірінші интервьюден кейін отказ келді. Сол сияқты. 2 рет естісем жылап жіберетін сияқты мен. Мысалы Мартин Иденда күйі ғой мынау. Мысалы Нәрпи, бағана басқа жігіттер бір руф болмаса да бір сондай европалық күй, ана күшті Google-дың офисінде жатып, сондай бір романтикасы бар ғой оның да. Сол жерде жұмыс істеймін деп талпынады ғой. Көп нәрсе береді және дегеніне жетеді да. Бірақ осақпа не деген сезім туады да сол кезде. Мен ойланып көрдім да, бұл сезім тумас үшін не істеу керек деп.
ойланып көрдім, сөйтсем бағанаға неге келіп тіреледі, бұл мақсатқа жету ғой. Мен көп айтам, Нәрікбимен де ол туралы сөйлесеміз, бірақ ол да өте нәзік тақырып, біреуге айту керек, біреуге айтпау керек. Миссия деген тақырып бар ғой. Мысалы бұл миссияны сол 30-ға қарай түсінетін сияқтысың. Бағана кризисті аттап кетудің жолы ол миссияңды тану деп ойлаймын. Жалпы мен не үшін өмір сүріп жатырмын деген сияқты. Мысалы былай келсек, адам өзінің миссиясын білсе, ода ешқашан андай сезім болмайды да, осақпа не деген. Өйткені миссияның бір анықтамасы ол күнде алдыңнан шығатын, ешқашан бітпейтін, күнде жететін мақсатың десек болады. Мысалы біреу Манені алайыншы, мысалы футболшы да. Оның миссиясы тек футбол ойнап бір чемпион болу болмауы мүмкін да. Оның миссиясы бағында өз елін дамыту, мектептер ашу, ауруханалар ашу болуы мүмкін да. Ол жеңілсе де, жеңсе де, ол әрдайым бір күйде жүреді да. Ол қай клубта ойнасын, алтын доп алсын, алмасын, оған қатты әсер етпейді. Өйткені ол мына бір мақсатпен шектеліп жатқан жоқ та өмірі. Ол осақпа не деп ойламайды. Өйткені миссия күнде жететін және ешқашан бітпейтін мақсат. Мысалы мен жеке өзім миссиямды да сол бағанағы 30 жасыма қарай таптым деп ойлаймын. Менің миссиям түсінгенім бағана Лернер айтып тұр, басқа айтып тұр, өмірлік тәжірибеме қарасам да, есімде әкем 4 жасымда мен орыс балабақшасына барамын. Енді мынау үйде орысша сөйлемейді, балабақшада қалай сөйлейді екен деп қараған ғой артынан. Сөйтсем мен ана жерде бір беседкаға тұрып алып, орыс балаларға бір нәрсе үйретіп жатыр екенмін. Балабақшада менің жалпы миссиям үйрету екені белгілі болған. Қанша жаста болдыңыз? 4-5 жастар шығар. Әкем 6 жасқа дейін көрдіңіз, сіз шешіліп қойды. Сонымен мектеп кезінде де андай менен сұрайды бәрі, түсіндіремін соған. Университет кезінде де менен сұрайды, әйтпесе жақсы оқитын балалар көп қой. Жұмыста да сол үнемі Инстаграм жүргізесің, бір нәрсе жүргізуге деген талпыныс, үйрету режимі. Сөйтіп мен Галлоп ең соңғы нүктесі болды. Ол өйткені ғылыми түрде айтты да, сен осындайсың. Қаласаң да қаламасаң да сен үйреніп үйрету үшін жаралған адамсың дегенді бір ғылыми түрде нүктесін қойды. Сосын басында Галлоп тапсырғанда әдетте мынандай болады. Өзін танымайтын адамның реакциясы мынандай болады. Танымаған адам қарсыласады басында. Оскорблементтерге риза болмайды. Сосын екінші кезеңі мойындау басталады. Үшінші кезеңі соны күшейтуді ойлау бастайды. Сол Галлоп бар, тапсырған, Нәрікбиге рахмет, сол үшін себепкер болған. Сол үшін Галлоп бар, сосын өзімнің сұрақтарым бар, сонымен мен жауап таптым. Миссиям сол. Яғни қазір менде миссиямды айтам, үйреніп үйрету. Және мен бұл миссия маған бағанағыдай Мартин Иден күйіне түспеуге өте қатты көмектеседі. Мен мысалы бір кәсіп бастасам, қандай кәсіп? Үйреніп үйрету элементі бар кәсіп. Баламды қалай тәрбиелеймін? Үйреніп үйрету элементі болу керек. Сапарға шыққанда не істеймін? Сапарда міндетті түрде үйрету элементі болу керек. Қысқасы бүкіл тірлігім осының айналасында жүреді. Отырысқа барсам не істеймін? Үйреніп үйрету үшін барамын. Деп жүрсем, маған осы бағана 30 жастың кризисі деген мен ойымша мынандай да байланыс іздесек. Сенің не үшін өмір сүріп жатырмын деген сұрағыңа жауап іздейтін кезіңде ол. Бірақ Нәрікби бір мысалдар келтірсең, 20 жасар жігітке бәлкім ол ертелеу шығар миссия туралы ойлану ше. Менің ойымша ол миссия деген жалпы тым бір жоғарыдан келетін бір сұрақ сияқты, миссия деп ше. Негізінде көп адамға ол қажет емес, менің ойымша. Оны сұрақ қойып жауап бере алмайды да, өйткені 20 жастағы бала мүлдем жауап бере алмайды сияқты да, менің ойымша. Ол 30-ға дейін бір портфолио жинау керек та адамша. Ол артынан қарап түсінеді да. Бір жақсы кітап бар ғой соған байланысты, мысалы «Важные годы» деген орысша кітап бар. Мен айттыңыздар ол кітап, осы тұр кітап. Айтылды, иә? 20 мен 30-ның арасында. «Важные годы». Маған осы кітапты оқыған, 20 жас, ровно 19 жасымда оқығам сол кітапты мен. Көмектесті ма? 20 мен 30-ды дұрыс өткізуге көмектесті ма? Мен қазір осы период бітіп жатыр, қазір жаңа кітап іздеп жүрмін, 30 мен 40-ның арасында кітап бар ма екен деп. Очень важные годы. Очень важные годы деген сияқты. Жоқ, расымен дәл сол студент кезде бір қателеспесем екінші курста оқыдым сол кітапты мен. Сол кезде бір тезисына бір-екі сөз айтты, яғни сен оқудан гөрі көбірек жұмыс істе деген ба, сонда бір не көбінесе практикал деді. Екіншіден ауысуға қорықпа деді, бірақ ауысқан кезде де секіре берме деген сондай бір не айтты. Бірден екі белгілі бір багаж ал деді да, 30-ға, өйткені 30-ға соң бір белгілі багажмен жетуің керексің деді. Яғни жол, ол мен былай түсіндім, яғни сен ол жолда сен бір дұрыс
жолға түсіп дұрыс бұрылыстарды тауып жолдың соңында сен белгілі бір багажбен келу керексің 30 жасты бастырып кету үшін. Өйткені ол кісі мынандай нені келтіретін, көбінесе мысалы ол америкалық бір кісінің жазған кітабы қателеспесем, сол кезде былай айтады да, америкалықтың проблемалары өзім таба алмаймын деп секіріп 30-дан 0-мен келеді дейді да. бір-біріне қатысы жоқ әртүрлі салаларға секіреді ғой, Иә. бір саланың ішіндегі бірақ ештеңке жинамайды дейді да. Жинаған кезде 30-ға оған ол кризис 2 есе ұрады да ол кезде уже. Ол біріншіден жасайын десе жасағысы келеді, жасайын десе білімі жоқ та еще. Жинаған багаж. Ғимаратты қаламаған ғой кірпіштерін. Сол, яғни сен 20-30 сен ғимарат қалау процесінде жүреді да. Ол кезде миссия қажет емес шығар соншалықты. Яғни сен белгілі бір деңгейде бағана навык дейді, скилл дейді бағана. Осы заттарды дамыту керексің да. Яғни ал кейін ол оған негізделіп сен қарайсың, бұның несесіне ол бар ғой, продуктовый менеджмент деген сөз бар, продакт менеджмент деген сөз бар да. Мысалы ол соған ұқсайды. Мысалы кез келген IT продукт жасаған кезде сен баста оның миссиясына деген сұрақ қоймайсың негізі. Ол баста былай қоясың сұрақты. Бұл біреудің проблемасын шеше ме жалпы? Осы сұраққа жауап беру қиын да. И сен белгілі MVP дейсің, мысалы қысқа өте простой решениялар бере бастайсың. Шешімдерді ұсынып, белгілі бір шешімді проблема шешіп жатқан кезде, түсінген кезде екінші этап жүреді да, масштабирование деген. Яғни сен кішкентай проблеманы үлкен проблемаға шеше бастайсың. И сол момент одан кейін сен ол проблеманы үлкен проблеманы шеше алатынын түсінген кезде сен уже мынандай сұрақ қоясың. Ағылшын тілінде what's the vision дейсің. What's the vision of your product дейді. Vision деген яғни осы сұрақ. Яғни бұл проблеманы түсіндік, ол шешеді екен, өзінің белгілі бір нарыққа бір қажеттілігін бар екен дәлелдеді. Енді осы продукттың миссиясын табайық дейді. Кейін бұл ең соңғы қойылса. Мен онда былай айтсам бола ма? 20 мен 30-дың арасында біз құралдарды жинаймыз да, құралдарды іздеп жинаймыз. Сосын біз сұрақ қоямыз, бұл құралдар не үшін маған берілді деген сияқты. Солай қойсақ, соған ұқсас. Мен солай көрдім. Өйткені о бастап миссияны бірінші қоя алмайсың сен оны. Қанша дейді. Мен өзімнің 30 жастағы миссиямды табуым да артқа қарап айқындалды ғой. Өйткені мен артымда 20 мен мынаны істегем, мынаны көргем, және қайсысын тиімді, эффективно жасаймын. Қайсысы қолымнан жақсы келеді? Рефлексия жасаған. Не үшін деген сұрақ іздейсің. Психологияда Юнг негізі ертегілердің мифтарды анализ жасайды да. Сол кезде бүкіл ұлттың тарихы, дәстүріне қараса, мифінде кейіпкер бір ситуацияға өзін лақтырады. И сол ситуациядан шығу барысында бір навыктарды игереді. Кейін өз еліне қайтқанда басқа адам болып келеді деген сияқты. Басында инфантильный жас жігіт болуы мүмкін, бірақ өзінің невестасын құтқару үшін бір сапарға түседі, 3 басты айдаһармен төбелеседі, кейін қайтып келеді, батыр болып келеді деген сияқты. Немесе андай өмірдегі история, бір армияға түседі. Армияда неше түрлі нелер келеді, қайтып келгенде уже басқа адам болып кетеді. Маған мына не қызық, енді Голландия бізден гөрі цифровизация жақсырақ шығар, былай дамуы несі. 2023-те әлі де искусственный интеллект хит болды бізде. Бізде ешкім особо қолданбайды, бірақ бәрі айта береді де. Жақсы. Маған қазір соның фонында 4 жылдық бір мамандықты игеру ескірген сияқты көрінеді. Жалпы сіз қалай ойлайсыз? Жалпы қазір мысалы меніңше нақты бір скиллдарға акцент қойған дұрысырақ сияқты, 4 жылдық образованиеден гөрі. Или қалай көрінеді сізге мамандықтардың болашағы, и қай мамандықтар уже аутсайдер болып қалады, қайсылар уже фаворитке ауысады деген сияқты алғашқы 10-20 жылдықта. Белгілі бір мамандықтар енді 100% жойылады деген ойдамын мен. Бухгалтер деген не мамандық мысалы? Мен кейде ойланамын да, бухгалтер деген жалпы бір кісі. Бухгалтерлер пікір қалдырыңыздаршы, сіздерге қатысты айтып жатыр. Жоқ, ол шынымен өйткені мысалы бухгалтер былайша айтқанда бір программа жасап бере алатын дүние ғой, есептеу қылып. Бухгалтер кәсіп иесінің ұқыпсыздығына жауап береді. Яғни ұқыпсыздығының артын жинап жүреді. 2024 пен 2025 бізде Қазақстан бухгалтерлер жылы болып отыр, өйткені бізде бәрі отчет тапсырады. Мал мүлкі бойынша қалай тапсыру керек екенін білмейді, бас ауыртпау үшін бухгалтерге сұрады деген сияқты. Мүмкін. Оны компьютер істелады деген сөз ғой енді. Иә, оны компьютер істелады ғой негізі. Оны аудитор керек просто. Иә. Бухгалтер мен аудитор екі түрлі зат. Бухгалтер яғни отырып сенің компанияңды бүкіл отчеттарды бәрін создап отырдың, бірақ негізінен оны компьютер жасай алады ғой, былай қарасаң. Өте көп мамандықтар. Мысалы, мынандай бір теория бар, ChatGPT-ді жасаған OpenAI деген компанияның жалпы фаундерінің Сэм Алтман. Иә, ол кісі былай айтқанда, жақын арада бір компания пайда болады, valuation 1 миллиард болады дейді да, бірақ компанияда 5 адам жұмыс істейді дейді.
сондай компаниялар пайда болады дейді жақын арада. кеше телеграм 30 адам деді ғой. Иә, мысалы сондай компаниялар 100% пайда болады. Яғни ол бүкіл несін бағана AI-ға беріп қойған. Тіпті андайлар бір күні андай, енді ол супер футуристик нелер уже андай AI ассистенттер болады дейді. Яғни сен андай бір ойлап көріңізші, мысалы сіз отырасыз, менен дәкеден сұраған көрім, айтамын AI-ға жазам, мен осындай проблема болып отыр, не істеймін, анан жұмыскер жұмыс істемей жатыр, бағанағы не істеймін, алайын ба, көтерейін ба, зарплатасын көтермеймін, сондай бір кеңес сұрайсың, кеңес береді да уже бір уақыт. Сондай нелер бар дейді. И немесе одан кеткендер бар, бір күні SEO, AI SEO-лар пайда болады деген сияқты. Сондай сияқты да, енді. Ол AI-ға контекст маңызды ғой, контекстті адам береді ғой. Контекст, демек ол белгілі бір қатысты контекстті жинап берсең, ол бағындай шешімдер қабылдай алады ғой. Құран GPT деген бар екен ғой. Сондай сияқты. Құран GPT. Контекст көбейген сайын ол шешімдерді дұрыс қабылдай береді да. Өте эффективно қабылдайды. Ең қызығы. И ол ең басында ойнаған ChatGPT мен андай ғой. Контекстті жаттайды да, ол ше, мысалы мен бір топикқа байланысты сөйлеп келдім, потом топикті ауыстырамын ғой. Потом сөйлеп кетем, и бір сұрақ қойған кезде уже былай қояды да. Анау басындағы тақырыпқа байланысты деп уже солай айтады да. Ең басындағы тақырыпқа меңзейді да, соны ескере отырып саған жауап еще айтады да. Мен өткен жолы ChatGPT-мен енді бір хоббиім бар, түнде кешке сөйлесем да. Сөйтіп бір ой келді да. Чакедемен. Сөйтіп бір ой келді да. Не деп? Черепашки ниндзя бар ғой. Черепашки ниндзяның егер 5-шісі пайда болса, ол аты кім болатын еді деп. Сұрақ қойдыңыз. Иә, сөйтіп қойдым. Сосын ол түсінбеді басында. Сосын түсінбеді, жаздым. Андай бір ұсыныстар, өзі бар аттар айтады. Сосын айттым енді, мына черепашка ниндзялардың аттары Леонардо, Донателло, Микеланджело, Рафаэль дедім да. Сосын деді, сосын өзі айтты. Дуке, Элк, бір нәрсе деп, сол ұқсастырып, бірақ басқа жақ кетіп баратыр да ол. Ол контекст түсінбей тұр да. Сосын мен айттым, бұл білесің ба дедім. Бұл төртеуі художниктердің аттары дедім. Иә, суретшілердің аттары, соның құрметіне черепашкаларға қойған дедім. Сосын ол алтта не деді? Түсіндім деді. Түсінді да, 5-шісінің атын кім деп қойды? Рембрандо сияқты бірдеңе аты шығар. Рембрандо деп қойды. Рембрандо деді. Ван Гога деген жоқ. Ван Гога деген жоқ. Айтып, эпоха возрожденияның художниктердің аттарын қойды. 5-шісінің аты кім болады десем, Рембрандо дейді. О, дедім мен. Сол сияқты ол өте, мысалы мен Рембрандоны сіз мәке ChatGPT-сіз білдіңіз ғой, қазір. Естігенсіз айтқан сияқты. Өткен жол айтып бердім, иә. Сол сияқты негізі мен ойлаймын, адамның өзі де потенциалы, мысалы бізде мәкең мидың мүмкіндіктерін зерттеп жүр ғой. ChatGPT-ні әлде қайда көп қой негізі. Мысалы мен мынаны ойлайтын, мен соны бір істегім келеді. Сен әбден Әл-Ғазалиға қанығып тойып аласың. Тағы да мысалы кім болуы мүмкін? Батыстың Бенджамин Франклинге тойып аласың. Наполеон Хиллға тойып аласың. Сөйтіп әр заманның әр бір ойшылын оқып аласың да, сөйтіп ойша бір шешім қабылдау керек. Сөйтіп отырасында былай шешім қабылдайсың ойша. Ал енді мына ситуацияда Бенджамин Франклин не деп ұсынар еді? Сосын сен бір қызығы саған жауап келеді ғой. Дұрыс па? Мысалы Әл-Ғазали мына жерде бүйтіп айтатын еді, мынау бүйтіп айтатын еді дегенді сен ChatGPT-сіз-ақ өзің істей аласың. ChatGPT тек соны аналардың кітабын оқытқызбай істеп беретін болып тұр ғой. Андай бар ғой қазір ChatGPT-де, андай AI-лар бар, мысалы узкопрофильный ма? Вашингтон бар ғой, мысалы бір, не знаю, қандай болсам бір ойшыл айтылайықшы, мысалы бір Геродот па, білмеймін, бір қандай бір Сократ деген сияқты. Сократ AI да, былайша айтқанда. Ол саған бүкіл жауапты Сократтың нелеріне негізделіп жауап береді. Абай AI жазсаң, Абай жауап береді. Мен соны ойладым, жаңағы Ғазалидің бүкіл кітаптарын салып ағылшын тілінде Ғазали бойынша маған жауап бер деп ше. Менде қазір мысалы қорқыныш бар, мысалы түнде қараңғыдан қорқамын, маған мүмкін деген сияқты. Депозиттің проценттерін не істеймін деген сияқты ма? Құран GPT деген пәтуа береді ғой сонда, иә? Иә, Құран GPT деген. Бірақ қаншалықты тиімді беретінін білмеймін. Өйткені тәпсір керек қой жерде. Былайша айтқанда былай қой. Ана Құранды алады да салып жібереді. Анау соны үйренеді да, тренироваться етеді да, AI. Сосын саған жауапты соның негізінде контекстінде береді да. Жоқ, сол топ мамандықтар қандай болады деп ойлайсыз болашақта? Топ мамандық 100% IT қала береді, өзгермейді. Көбісі маған айтады, вот AI
программисттер жоқ, вообще жоқ. Жақында болатын дүние емес ол даже AI болып кеткен кезде программисттер керек болады. бір адам шығармашылық қабілеті бәрі топтап отырсақ негізі Ең просто бір зат түсінбейді да көп адам, ол AI-ді жазатын адам ғой. Ол соны түсінбейді да көп адам. Ойлайды мен AI өзін жазбайды ғой, AI жазатын да адам. Қанша дамып кетсе де. Промпт менеджерлер да керек қой. Промпт менеджер керек емес сияқты. Промпт өйткені ол былай дәлелденді. Промпт менеджерді AI-дің өзі жазып бере алады негізі. Оны бір кісі айтып еді ғой, мен ана системаны бұздым дейді да, короче, сен өзің промпт жазшы деп ше. Сонда не ол бар, сонда ол доказано, что андай не жұмыс істемейді деген. промпт туралы айтып кетіңіз ана, өйткені көп адам түсінбей қалған. Промпт деген анау ChatGPT-ге қоятын запростар ғой. Мен сияқты ғой, бағанағы мен промпт менеджер болғам ғой. Черепашка ниндзяның атын тап. Яғни мысалы ChatGPT-мен былай жұмыс істесең, сен басын айтасың, маған мынандай бір өте жалпылама сұрақ қоясың, ол саған жалпылама жауап береді. Сен айтасың, жоқ, маған былай керек дейсің, былай керек дейсің, үңіле бересің, бір кезде ол саған уже кәдімгі әдемі жауап береді деген сияқты. Сол әдемі жауапты жазуға арналған сол промптты итермелеуші соны адамдар болған ғой жалпы сондай мамандық. Бірақ ол мамандық басталмай жатып жойылып кетті да. Сондай болып қалды. Мен жалпы мына мамандықтарға байланысты андай креатив бар мамандықта жойылмайды никогда. Мен ойымша ешқашан жойылмайды. Жазушы, журналистика, мақала. Мынандай мәселе бар. Мен бірінші футбольный обзор деген кететін сияқты меніңше. Обзорды кім өзі істей алатын сияқты, видеоны көріп, искусственный интеллект мысалы ана бір спорт газеттер обзор жасайды ғой, ойын былай өтті, мынанша минутта мына соққы қалды, қызыл карточка алды деп. Енді оны уақыт көрсетеді, біз пока білмейміз ғой, бірақ айтқым келгені жойылмайтын тақырып нелер білемін да мен мамандықтар, ол IT жойылмайды 100%. Әсіресе AI мен жұмыс істейтін мамандықтар точно жойылмайды. Негізі ең қызығы бар ғой маған осы AI-ға келген кездегі ең қызық тақырып маған ол этика. Этика тақырыбы о баста мысалы бұның бәрі техникалық мамандық қой, енді қанша дегенмен AI, математика тағы басқа, бірақ соңында бәрі философияға тіреледі. Ең қызығы. Неге? Өйткені AI жалпы ChatGPT-дің шығу тарихыдан ондай ғой, ол басында болған проектта, өзі қанша жылдан бері келе жатқан жобада, бірақ оның проблемасы қандай болады? Ол басында не токсичный жауап береді. Токсичный деген мысалы айтпайды. Мен адамды өлтіргім келіп жатыр, не істесем болады? Ол тұрады, я өлтіре бер деген сияқты сондай жауаптар айтатын да, шын. Немесе мен мысалы там мына мемлекет соғыс бастады, не ойлайсың деген, жақ олар жаман деген сияқты. Яғни белгілі бір, өйткені ол компьютер да, ода ой жоқ, оның өзінің ойы жоқ. Оған ол ойды, контекстті беретін адам. И олар ұзақ уақыт жылдар бойы сондай проблеманы шешкен да, AI-мен. Яғни ол токсичный болмау керек деген сияқты. Ол мысалы андай нормально сөйле деген сияқты. Гуманизмді дамытқан ғой. Адам сүйгіш болған ғой. Иә, қазір өте гуманный ғой. Гуманный мен жауап береді. ашуландыруға тырысамын ғой оны ше. Ашуланбайды да. Иә, сосын гуманності қалай жасады? Өйткені ол fine tuning дейді да. Яғни сен отырады да, мысалы былай жасайды, мынандай бір AI-дің түрі бар. Олар былай жасайды. Олар конституция жазады кәдімгідей AI-ға. Сен былай істемейсің, былай істемейсің, былай істемейсің. Яғни бүкіл конституцияны жазып кәдімгідей. Және былай жасайды. Тренинг қалай жүреді? Бір сұрақ қояды, ол 3 түрлі жауап береді. 3 түрлі жауап береді. И әр жауабын ана конституциямен салыстырады. AI-дің өзі. Мына жауабым конституцияға сәйкес келе ме? И қайсы жақыран сәйкес соны таңдайды. Ол бір жігіт анау AI-ды неге иманға келтірем деп сөйлескен ғой. Онда бармыз, онда біргеміз. Иманға келтірем деп тырысқан ғой енді. Анау қайтпайды дейді да. Ол бірақ қазір андай нәрсе бар ғой, тема, қалай айтсам екен. Ол тәрбиеленіп жатыр ғой ол, я негізі. Сауап алайын деген. Жоқ, бізбен сөйлесу арқылы ол өзіне бір ақпарат контекст жинап жатыр ғой. Мен ойлаймын да, егер біз бүкіл миллиард адамдар AI-мен дөрекі сөйлессек бәріміз. Ол бірақ әлде ана ChatGPT контексті өзгертпейді деген сөз бар қазір. Яғни сен онымен сөйлескен жауапты ол өзінің тренингінде қолданбайды. Қолданбайды деген қай қолданбайды? Яғни мысалы ол сенің жауабыңа негізделіп өзінің AI-ның несін өзгертпейді. Конституциясын, иә. Бірақ ол жақта плюс-минус деген лайктың кнопкасы бар. Яғни сол арқылы түсінеді сен дұрыс жауап бердің, дұрыс жауап бермедің деген сияқты. Солай ғана түсінеді. Былай сен оны тәрбиелеп аламын деген ол. Жоқ, өйткені сен былай айтайыншы, енді қазір кішкене техникалық заттар келемін. Сен өзің AI-ны жаза аласың негізі. Яғни второй мозг қой, второй мозг, иә. О баста мұсылман болған AI жаза аласың да сен, түсінесіз ба? Бисмилля деп. Бола ма кәдімгі жазуға?
біткен соң сөйлесейікші та бөлек. жоқ андай ол LLM дейді да яғни large language models деген. Мен бір подкаст жазғанмын сол туралы. Арман Жарманбек деген кісі бар, соның подкастын тыңдасаңыздар. Ол Facebook'та, метада кәдімгідей сол AI жазатын жігіттердің бірі. Олар Facebook қазір ашық LLM деген типа, өйткені ChatGPT, OpenAI ол жабық LLM. Яғни ешкім қалай жазылғанын білмейді. Под капотын не бар екенін білмейді. Ал Facebook қазір қызық тактиканы қолданды да. Енді бір контекст берейін. ChatGPT ең алда келе жатқан компания қазір. OpenAI. Microsoft-тік. Иә, оның жанында Google келе жатыр. Gemini деген бар. Gemini деген бар. Gemini де бар. И ол екеуі де жабық. Өйткені частный компанияларда. Енді Facebook кішкене артта қалып қалғанда екеуінен. Мета артта қалып қалғанда, және олар қызық тактиканы қолданып жатыр да. Ол былай, мысалы, сенде соғыс естетіңіздер, сізде соғыс болып жатыр. Екі қарсыласыңыз бар, екеуі де қарулы, бағанағы мықты топтар. Сен андай слабысың да, әлгі олардың жанында. Ондай мықты емессің. Сен не істейсің? Өзің армияң кішкентай, бірақ сенде ақша көп. Сен не істейсің? Тұрасында өте көп ана мелкий андай не бар ғой, ауылдарға барасың да, бәріне ақша беріп шығасың, короче. Бәріне қару таратасың да, и олар барып қырып кетеді да оларды. Сондай техника қалып отыр. Олар на екеуі жабық, олар керісінше ашық жасап отыр. Бәрін тартып отыр ма? Иә, ашық жасап, бесплатно жасап, аналарды ығыстырудың ойы да. Өйткені соңында олар қалай ашық жасаған күнінде де инструмент Facebook'тікі да. Ол ашық бағанадай тәрбиеленуі мүмкін ғой. Өзін тәрбиелеп алсаң болады ол баста. Бірақ меншік Facebook болып шығады соңында. Иә, сондай техника бар да, солар мықты қолданып отыр. Олар өте мықты стратегияны қалып. Минусты плюсқа айналдыру стратегиясы. Таңдады да, олар солай өте стратегически. Енді қысқасы айтқым келгені, белгілі мамандықтар кетеді, иә. Ол рас, мысалы, менің ойымша көбінесе ана автоматтандыруға өте жеңіл. Таксист деген мамандық кетеді, 100%. Мен шын айтамын, қазір таксисттер, такси, Яндекстер, ол Кобальттың акциялары түсіп кетеді. Уақыттың несі шешімде, өйткені Сан-Францискода қателеспесем официально не алды, уже разрешение берді. Uber'ге ма? Жоқ, Uber емес, басқа бір компания бар, олар бағанағы self-driving не бар, машиналар, такси бар. Олар пайда болды, мысалы. Менің ойымша жақын арада self-driving нелер шығады. Енді мақала самолеттар шығады, ұшақтар болады деген сияқты. Автоматив неден драйвинг дейді ма, сондай контекстте бар. Яғни ол бір уақыттың несі да, межесі, яғни қазір технология дамымады соншалықты ол деңгейде. Яғни қай жерде креатив баған адам өз ойын қосу аз болған сайын оны автоматтандыру жеңіл да. Значит, өзгеріс жалпы планетаның ең әлсіз топтарын касаться етеді ғой. Әрине. Өйткені жақсы табатындар креативный мамандықтар ғой. Ең бірақ қызығы бұл контекстте ең бірінші AI шыққанда ең бірінші одан таяқ жегендер ол художниктер болды да. Мен андай бағанағы AI үшін, бірақ қанша дегенмен, бірақ оның ішінде қырылып отыр, бірақ андай көбі ойлаған екен да кезінде AI пайда болған кезде бірінші не пайда болды, роботтар пайда болды депті. Бірақ робот ең алыста, ең артта кеткен роботтар екен қазір. Адам ұқсайтын роботтар. Бірақ художниктер дегенмен әлі бір AI жасаған суретке бір тамсанған жоқпын. Өйткені бәрі де сіз білмейсіз ғой, дәке, қызығы. Артта мына жерде бір сурет тұр, мына суретті AI жасауы мүмкін, сіз байқамай қалуыңыз мүмкін даже. Қазір сондай шарт пайда болды, AI-мен жасаған деп белгі қою деген. Қазір компаниялар сондай не қойды, бағанағы Біз кітап обложкаларын белгі қойып қойып. Жоқ, мысалы, картинаны көресің да, майдың қатпарлары бүйтіп көрініп тұратын. Енді оны анық AI жасамайды ғой. Жоқ, біз қазір мысалы сен келдің да, картинаны тұрдың, оригинал тұр да. Қатпарлары бүйтіп тұр да, енді жасыл түстің, красканың ше. Әзірге жасай алмайды ғой, әзірге. Қазақ таңғалатын суреті ол шауып баратқан аттың суреті ғой. Осы контексттен офф-топ алайыншы. Мен кітаптар талдайсыздар ғой, мысалы, маған бағана Мартин Иденнан бөлек, Мартин Иден сол кезде көмектесті, маған ең қатты әсер еткен кітаптардың бірі маған негізі Теодор Драйзердің кітаптары болатын. Финансист па? Финансист. Несімен әсер етті? Өйткені, енді қысқаша контекст берейін, финансист не туралы кітап. Ол Чикагода, қателеспесем, Чикагода. Филадельфия. Чикагода өрт болады. Филадельфия. Америкада болған революция, қалай технологическая революция ма, бір индустриальный революция кезінде бір жазылған роман ғой негізі. 1800-ші. Сол заман туралы, яғни ол кезде Америка енді құрылып жатқан кездері, яғни бағана индустриалды Американың құрылып жатқан кездері, сол кезде бір мен аты есіме түспей отыр ана кісінің.
кім ба Каупервуд. Коппервуд өмірдегі атын айтып отыр. ол кісі бағанағы кәсіпкер болады және кәсіпті өте мықты жасайды шынымен, өте андай бір байсалды, өте бір андай бір аз ақшамен өте көп жасай алатын, өте бір нетворкинг жағынан күшті жасайды. В общем, өте мықты кісі. Мен таңғалатынмын анау кісі, шынымен өмірде болса анау миллиардер болады. Шынымен бай болады ана кісі. Ана жерде бір өте аз ақшамен байып кетеді да. Өте андай бір рискованный заттар жасайды, андай бір махинация жасап кетеді, бірақ шынымен андай бір бар ғой, бір ағылшында айтады хватка железный ғой, өте железный хваткамен ана бизнесті жасайды да. Бірақ бір зат құртады да, короче, ол андай жеңілтек қыздармен ба жүре ме, сондай любовницалар былай болады да. И ол қызға слабый. Бірақ именно дәл сол үшін бүкіл бизнесті құрайды да оны. Дәл сол үшін. Яғни ол қаншама еңбек етеді, қанша адамдармен бағанағы репутация құрады да, бірақ репутациясы андай быт-шыт болады да, өйткені сол бір бағанағы любовницасы бір үлкен бір кісінің қызы болып шыға ма, сондай бір контекст болады. Бірақ енді қысқасы тизерін айттым ғой, бірақ енді қысқасы маған әсер еткені ол былай да, сен бір іс жасау мүмкінсің, дұрыс жасау мүмкінсің, бірақ ішкі бір этикаң дұрыс болмаса, оның бәрі быт-шыт болады бір күні. Ерте ме кеш пе. Өйткені ол кісінің жағдайында Драйзер 3 кітап жазады ол туралы. Трилогия желаний деп па орысша айтылады ғой. Қателеспесем, финансист, потом Титан, стоик. Үшеуін жазады да, бір бағанағы Коппервудтың жүрген жолы ғой енді былайша айтқанда. Мен үшеуін де оқымадым, мен қателеспесем, финансистті толық оқыдым, ана Титанның жартысын оқыдым қателеспесем. Бірақ соның өзінде маған қатты әсер еткені, қазіргі заман кәсіпкерлеріне қараймын да, соны көремін да кейде ше. Яғни қарайсың, бәрі дұрыс та, бизнес жасаған, бизнес процесстер автоматизированный, бағанағы бүкіл процесстер күшті жасаған, адамдар дұрыс, бәрі жүріп жатыр. Басы қатты істейді, амбиция ұрып тұр, бірақ осындай бір доллар бар да. Мысалы қазақ тіліне тіл келтірген компаниялар да болды, кейін нарықта қатты қудаланып кеткен сияқты болды. Мысалы сол сияқты да, мысалы ол бәрін дұрыс жасады, бірақ компания басшылығында кісілердің, белгілі бір о бастағы кеткен қателіктер бар да, іште жатқан. И ол қателіктер бір күні аукнется дейді ғой компания. Маған осы тұста әсер етті. Өте қызық бақылау. Мен де бұл кітапты оқыдым да, бірақ басқаша түйіндер шығардым, бірақ Нәрікбидің бір көзқарасы қызық болып тұр да. Мынандай бір түйін шығаруға болады. Қазір бір келесі тақырыпқа, бір маңызды тақырып бір ойыссақ осы арқылы. Яғни бағана рухани тәрбие бәрібір сенің жетістікке жетуіңе, ұзақ мерзімді жетістікке жетуіңе қатты әсер етеді. Қатты әсер етеді. Мен бір мысал келтірейін осы тұста. Біз қазір руханият деген тақырыпқа көшейік. Мынау Каупервудтың мысалында логика, ми бәрі күшті. Тек рухани бір андай жеңілтектігі үшін, рухани әлсіздіктер үшін әйтеуір бір күні бүкіл ақшасынан, бүкіл бостандығынан айырылады ғой, бас бостандығынан айырылады. Мысалы мен бір ағаларым бар, былай нәпсісін, енді былай рухани бай ағалар, кәсіпкерлер, нәпсісін тізгіндей алғандықтан өзінің рухани кемшіліктерін мойындап сонымен жұмыс істеген арқасында ұзақ мерзімді байлығы берекелі жобалар андай нәрселерге ұрынбайды да, бір афераларға, бір түрлі әрекеттерге бармайды да. Сонда бүкіл жеңілістің себебі ол рухани жеңілістер болып тұр да. Енді біз қазір бір мынау контекстте айтқандықтан бұл сөз әсерлі болуы мүмкін. Біз мысалы жақында Жапонияда болдық. Сол кезде біз сол жақтағы Хакуко деген сумодан бір тірі аңыздары бар. Сол кісімен кездесу бұйырды да, Сырымбек ағаның досы екен. Ұлты моңғол, бірақ моңғолдың өзін жапондар мойындау үшін ол өте үлкен нәрсе істеу керек. Хакуко деген сумодан, былай айтсам, 14 жыл бойы пьедесталды бермеген адам. Месси ғой футболда. Сол кісі мысалы мен әңгімесін тыңдап отырмын, өте терең кісі екен. Ол тірі аңыз да Жапонияда. Өте көшеде тығылып жүреді. Сонда адамдар оны қалай таниды десе, жүрісінен таниды екен да, өйтіп. Жүрісінен ғана тануы мүмкін, бүйтіп андай несті желіп деймін, сөйтіп жүреді екен да. Сол кісі мынандай нәрсе айтты. Енді 14 жыл, мен елестете алмаймын, бір 14 жыл бойы бір қазақтың, бір кәсіпкердің бір жанып тұруы, бір неде тұруы, деңгейде, жоғары деңгейде. Ол өте қиын нәрсе. Семіздікті қойғаннан көтереді дегендей,
сөйтсек ана кісінің ішкі философиясы мықты екен. Ол бүйтіп мынандай нәрселер айтып жатыр. Мен дейді андай қарсыласымды мойындамау деген сезімді алып тастаған дейді. Кейде болады көріп тұрам дейді, мына жеріндегі күре тамырынан оны мені қорқып тұрмағанын байқаймын дейді да. Сөйтіп енді сумошылар жылына 90 рет күресе ма сондай, өте көп күреседі екен. Сөйтіп мен өзім үшін бір сезімді алып тастадым ана, яғни біреуден өзімді үстем сезіну деген сезімді алып тастадым дейді. Әйтпесе мен жеңіл қала беремін дейді да, анадан үстем екенін сезінген сәтте. Сосын мынандай нәрсе айтады да, енді 14 жыл бойы чемпион болу оңай емес. Ол бүйтіп айтады: мен біздің жапондардан үйренетін нәрсеміз, өзі моңғол, бірақ жапон болып кеткен да негізі. Мына күніге бүйтіп иілу дейді да. Қарсыластың алдында иілу, өмірде бүйтіп иіліп жүреді да жапондар. Сөйтсем ол мынандай нәрсе екен. Тәкаппарлықты былайша айтқанда түсіріп тастау. Тәкаппарлықтың жүгін иілу арқылы сен алып тастайсың да. Алып тастайсың. Демек, бұл бағана нәпсі мәселесі ғой. Яғни рухани бай адамдар жетістігі ұзақ мерзімді және тұрақты болады екен. Мен соны түсінгенмін. Бенджамин Франклинді оқысақ та өмірбаянын, рухани мәселелерін шешіп алғаннан кейін өсті ғой ол тұлға ретінде. Енді яғни бізде егер тұрақты түрде байлығымыз тұрақты болсын десек, беделіміз тұрақты болсын десек, жетістігіміз тұрақты болсын десек, бәрде бағанадай рухани әлемімізге көңіл бөлуіміз керек. Бірақ рухани мен діншілікті ана қозғап кетсек. Енді осы подкасттың бір өзегі ретінде, бір қорытындысы ретінде бір тақырып қозғасақ, нәрікбейтінде бір жақсы айтары бар сияқты. Діндарлық пен руханилық екеуі бір нәрсе ма, жоқ, екеуі екі түрлі нәрсе ма деген сұрақ. Вот соны қозғап кетсек, себебі ол маған жақында өзіме жаңалық болды да. Ойланбаппын ол туралы, ол контексті. Қайттан мен ана подкаст құрғанмын. Сол ана психологияда дейді да, негізі діндарлық пен рухани байлық екі түрлі дүние дейді. Негізі бір-біріне келе бермейтін. Мысал дейді, бір кісі діндар болуы мүмкін, бірақ рухани бай болмауы мүмкін. Мысалы, ол Қазақстанда жүреді, өте мешітке барады, жұмадан қалмайды, намазын оқиды, оразасын ұстайды. Діндар. Бүкіл діни практиканың бәрін қолына алғанда, бірақ Лас-Вегасқа кетеді, мысалы, немесе Дубайға кетеді, басы кетеді да, бәрін істейді сол жақта. Ішіп кетеді, бағысы кетеді, анау казиноға барады дегендей. Немесе керісінше адам бар дейді. Ол келген соң қайта тәубе етіп қайтып не қылады. Немесе керісінше адам бар дейді. Ол адам намаз оқымауы мүмкін, белгілі бір ритуалдар жасамауы мүмкін, бірақ рухани шынымен бай кісі. Яғни арыламайды, адамға ақысын жемейді, өте сыпайы. Жапондықтар сияқты. Мысалы, жапон мысалы адамды солай айтса болады ма? Мысалы, рухани бай кісілер болуы мүмкін, мысалы, ол бағанағы моңғол балуанды рухани бай деуге болады. Болады, бірақ мысалы ол кісіде діни практика болмауы мүмкін, бірақ рухани бай кісі болуы мүмкін деген сияқты. Мысалы, біз қазақтар келеді деп, өзінің мейрамханасы бар екен. Сіздер келеді деп, мен арнайы бағанағыдай теңіз өнімдерінен өсімдік майына қуырылған тамақтарды дайындаттым деді. Халал тамақ. Біз үшін халал екен біліп тұр ғой оны. Ізденген, сұраған. Халал болғанда да пышақтары, ыдыстары, соған дейін жасалған. Ол да бар, бірақ енді айтайын дегенім, діндар емес қол. Бірақ рухани бай адам. Соны байқадым мен. Яғни мысалы мен оны жиі европалықтардан көремін. Ол діни практикасы болмауы мүмкін, ол вино ішу мүмкін, тағы басқа, бірақ дәл шешімдерге келген кезде, әсіресе әділеттілікке келген кезде олар прям білініп тұрады. Бұлар кезінде діни қатты болған, негіз болған. Діни негіз. Бұдан шығатын қорытындым, біз діндар болма деген сөз емес. Діндарлық сенің рухани байлығыңа қызмет ету керек қой. Керісінше емес та, яғни. Бізде былай қарайды да, мысалы бір жақсы кітап оқыдым, бізден баспамыздан шыққан Ермек Есқожаның Мазмұн деген кітабы бар, Фатиха сүресінің тәпсірі. Сол жерде бір күшті келеді, мысалы біздің қазіргі мұсылмандар Алланың емес, құлшылықтың құлы болып кеткен дейді. Мысалы, Рамазанның құлы болып кеткен дейді. Рамазан айында өте жүреді, былайша айтқанда, Рамазан айы бойы темекісінен тыйылады, басқасын істейді, намаз 5 уақыттың бәрін мешітте оқып шығады. Рамазан біте сала бір дейді да, қайтадан бұрынғы әдетіне басады. Демек, ол Алланың емес, Рамазанның құлы болып шыққан ғой, сол айда. Бұл енді осаңыз бір оқиға есіме түсіп кетті да, ислам газеттен оқығам, Германияда болған дейді да. Сол жерде бір енді жергілікті бір мешіттің имамы майшасын сатады да, сөйтіп жаңадан майша алмақшы болады. Сөйтіп бір неміс ұлтының азаматымен кездеседі, бағасымен келіседі.
сонымен айтады алып кете берейік дейді да. Ана неміс кісі айтады жоқ мен әлі бере алмаймын сіздерге дейді да, мен бұның ішін салонын тазалатуым керек, жаңағы геометриясын тексеруім керек, дөңгелектің жаңағы несін қысымын тексеруім керек, сөйтіп барып бәрін дайындап барып беремін дейді да. Айтады бізге осылай да бола береді, біз өзіміз істеп аламыз дейді да. Айтады либо мен мүлдем сатпаймын дейді да, немесе мен дайындап берген кезде аласыңдар дейді да. Сөйтіп уәделі уақытта бәрін жасап беріпті, жаңағы айнасын сүртіп, ішін салонын тазалап жасап берді. Алдық та машинаны, машина ішінде отырып жаман ұялдым дейді да. Мен алдында машинамды қалай болса солай сата салған едім дейді да. Хотя өзім сөйтіп иман болып тұрып, бірақ әрекетім мен сөзімнің арасында сәйкес болмай қалғаны ұялдым сол кезде дейді. Ал мынау діннен қаншалықты хабар бар екенін білмеймін мына кісінің, бірақ ол кісі нағыз мұсылмандың үлгісін көрсеткендей болды маған дейді да. Бізде мынау сосын бір қызық нәрсе айтайын, Жапониядағы бір рухани байлықтың мысалы. Бір жылы Жапонияға Сауд королі келеді, әміршісі. Сөйтсе үш үлкен ұшақ болып келеді делегация. Сөйтіп алтын жалатылған трап қояды Жапонияда. Алтын жалатылған трап келіп, ана үлдемен бүлдеге орап, ана кім түседі да, королі. Ал Жапонияда император деген түсінік бар. Бұл парламенттік монархия. Император ол жерде былайша айтқанда біздің түсінікпен қараса пайғамбар сияқты есебінде. Ол император болған адам өзіне талап күшейетті, мен мына жапон ұлтына үлгі болуым керек барлық жағынан. Және мен егер бір слабинка берсем, былайша айтқанда бір жеңілдік жасап қойсам, бір өзім нәпсімді басқарамай қалсам, тағы бір әрекеттер істесем, бүкіл жапон ұлты құриды деген түсінікпен жүреді. Тіпті 91 жылғы Хонданы айдайды екен осы уақытқа дейін. Ол кісі ме? Император. Сөйтіп ең соңғы оларда андай екен ғой, көлік жүргізуші куәлігін жаңарту үшін қайтадан тапсыра береді екен де имтихан. Бүкіл халықтың көзінше тапсырған имтихан, сәтті өткен. Үлгі болу керек та барлық тұрғыдан. Яғни сосын сөйтіп екеуі кездеседі корольмен. Қай жерде кездесті десе, кімнің резиденциясында, императордың. Сөйтіп императордың резиденциясы бір елестету үшін айтайын, мынандай кішкентай стол, бір кішкентай шыны және екі мынандай кішкентай өзінің орындықтары дәстүрлі. Сөйтіп император екеуі кездеседі. Бөлмесі аядай ғана, артық заты жоқ, суретке түсіп шығады сайттарға. Сөйтіп астында жазылып тұр дейді да, мынаның қайсысы мұсылман деп. Қайсысы мұсылман? Енді мен айтып отырмын, мен Жапонияға барып иманым күшейіп келді негізі. Өйткені оларды мен түсінген рухани мен діндарлық деп ше. Олардың әр әрекетінің артының философиясын біліп тұрады. Мысалы бағана айтқан иілгеннің философиясы белгілі, жүрген жерін тазалаудың философиясы белгілі да. Бізде исламда да белгілі негізі, бірақ менің бір қарным ашатыны бізде көп буквализмге кетіп қалғанда. Мысалы алады да, ойбай мешітте 27 есе сауап бар, жамағатта бірінші қатарда тұрсаң сауап осындай дейді да, итеріп кіреді да, адамдар итеріп басынан аттап тұрады. Буквализмге кетіп қалған неге? Бағанағы Санжар Керімбайдың айтып жүрген қуыс кеуделік теориясы, анау бізде бәлкім дінді түсіндірген кезде мағынасын түсіндіру керек. Қара, сен мешітке келген кезде окей, сауап түсінікті ғой, бірақ бұның себебі ерте кел деген сөз бұл. Алдында отыру үшін ерте келуің керексің ғой, ерте кел деген сөз. Немесе сен сәждеге барған кезде қандай күйде болуың керексің, Рамазанда ашығудың мағынасы не деген сияқты бір философиясында түсіндіру керек та бізде. Сол кезде біз рухани бай боламыз. Бізде қазір діндарымыз, бірақ рухани кедейміз негізі, сөздің ашығы керек. Сол үшін буквализмге ұрынады. Бастысы мынаны істесем болды, мынандай галочка үшін істейді да көп нәрсені. Бастысы, бірақ бұның руханиятын көбірек түсіндіру керек деп ойлаймын. Бізде бар нәрсе, оны қолдану керек. Ана кітаптың аты күшті екен, мазмұнын түсіну керексің сен оны шынымен. Мазмұн, иә. Мағынасын түсінсең, өйткені маған қызық болғаны, шетелдіктерге қызық екен да, нені түсіндіру, намаздың екенін түсіндіру, сондай. Өйткені түсіндіріп барып, сен шынымен өзіңе сұрақ қоясың, так, бұның мағынасы қандай, сұрайды, мағынасы қандай деп сұрайды өзінен. Сол кезде шынымен жауап бере алмайсың. Мәке бір жылдары көкжиектің кезінде бір кітап болып еді ғой, қазір ол сатылмайды ол кітап. Түркшеден қазақша аударылған әр құлшылықтың артындағы мәнін түсіндіреді ғой. Білесіз бе, бір кітап болған. Естігем сондай кітап шықты. Сол кітаптарды қайттан бәлкім жаңғырту керек шығар. Ғазали сондай кісі ғой. Ғазалидің кітаптарын оқысаңыз, әр құлшылықтың
әр практиканың артында жатқан мәнін мағынасын түсіндіреді да. Біз рухани солай бай бола түсеміз да. Жігіттер айтар сұрақ қорытынды. Мәке, рахмет, көп подкаст келіп бір жақсы әңгімелер айтылды. Жеке өз басым өте қуанып тұрмын. Бүгінгі подкастқа өте сапалы болды деп ойлаймын. Бұйырса кездесейік енді. Нәрікпе лайфта отырайық өйстіп десең. Бұйырса. Жақсы.